Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен тендерден қалай нөлден бастап 1 миллион теңге табуға болатын схеманы айтып беретін боламыз. Бүгін тікелей эфирді мен жалғыз өзім өткізбеймін. Бүгін бізбен бірге Богдан мырза тендерден қырып жүріп, кәдімгі ақша тауып жүрген кісілердің бірі, біздің сабақтардың барлығын оқып. Одан кейін Гүлжамал ханым, әйел кісі болса да, үйде отырған ана болса да, қалай тендерден ақша тауып жүрген бүгін білетін боламыз осы кісілермен бірге. Так, кеттік. Бірінші сіздерден обратный связь алайын. Қалай бүгін жаңды. Так. Бірінші плюс қойып кетіңіздер, мені жақсы естіп тұрсаңыздар, жақсы көріп тұрсаңыздар, менің даусым естіліп тұрса. Егер мені жақсы көрмей тұрсаңыз, немесе видео тоқтап қалып жатқан болса, онда интернет жақсы ұстайтын жерге барыңыздар. Өйткені қазір интернет жақсы ұстайтын жерге бармасаңыз, сізді тоқтап осы вебинарды дұрыс көре алмай қалуыңыз мүмкін. Одан кейін барып жаңағыдай плюс қойыңыз. Егер дұрыс көрінбей тұрса, минус қоя салыңыз. Хорошо, біз барлығын турлайтын боламыз. Так. Бүгін вебинарда не айтылады? Бүгін біз тендер деген не, тендерден неге тендердің болашағы жақсы, және тендерден ақша табудың 4 жолы туралы айтамыз. Одан кейін барып тендерден кімдер көп ақша тауып жатыр? Кімдерге жақсы? Неге біреулердің қолдарынан келмеді? Сол туралы айтамыз. Одан кейін студенттерге, кәдімгі университетте оқып жүрген студенттерге сабақтан бос уақытта қалай тендерден ақша табуға болатынын айтатын боламыз. Сондықтан кімдерге пайдалы? Аз айлықтан шаршаған кісілерге, табысын еселей алмай жүрген кісілерге, сосын үйде отырған аналарға, үйде отырып қалай компьютер арқылы, интернет арқылы осы тендерге қатысып ақша тауып болатынын айтамыз. Онан кейін кәдімгі кәсібі бар, ақшаны қырып тауып жүрген адамдарға тағы да өзінің саудасын немесе кәсібіндегі ақшасын көбейтудің жолын айтатын боламыз. Осы тендер арқылы. Айына 1 миллион теңге табу, сосын үлкен компания құрғысы келетін кісілерге осы біздің вебинарымыз пайдалы болады. Так, ескерту, бұл прямой эфир болғаннан кейін кейде сіздердің сообщениелеріңіз 7-8 секундқа дейін кешігіп келуі мүмкін. Өйткені тоқтап жаңағыдай интернет кейбір жерде слабый ұстайды, кейбір жерде жақсы ұстайды. Сол үшін кешігіп келеді. Одан кейін барып, модератор сізді банға тығуы мүмкін. Неге? Өйткені сіз егер біреуді бір балағаттап, жаман сөз айтып, біреудің арынан, намысына тиіп жатсаңыз, немесе телефон номеріңізді жазып, сол жерге жаңағыдай бірден кейін жарнама жасап жатсаңыз, сізді сразу банға тығып тастайды. Ары қарай вебинарды жалғастырып көре алмайсыз. Сабақтың ұзақтығы 1,5-2 сағатқа жуық болады. Одан кейін сұрақты ең соңында сұрақ жауап жасаймыз. Сондықтан эфирдің соңында тендерді 3 күннің ішінде жаңағыдай бастаудың әрекеттерін, алғашқы этаптарын беретін боламыз сіздерге. Так, осы бүгінгі эфиріміз максимально сіздерге пайдалы болу үшін телефоныңызды жаңағыдай авиарежимге қойып, немесе беззвукаға қойып, ешкім мазаламайтын жерге барып, жаңағыдай интернет жақсы ұстайтын жерге барып, кәдімгідей фокусыңызды қойып, тыңдайтындай өзіңізге жағдай жасап алыңыз. Сол кезде бұл эфир сізге өте жақсы пайда болады. Так, эфирдің соңында тағы да ешқандай шығынсыз 300 000 теңгеге дейін табыс табудың схемасын беретін. Ол қалай десеңіз, кейін осы эфирдің соңына дейін тыңдасаңыз, осы жерде барлығын мен айтып беріп, сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Бірінші танысып алайық. Бірінші, сіздер өздеріңіз туралы жазыңыздар, аттарыңыз жазылып тұр, қай қаладан боласыз және немен айналысасыз, соны жазыңыздар қазір. Так, все, көріп атырмын қазір. Так, арғарай кеттің, мен өзім туралы айтып кетейін. 2016 жылы ең алғашқы тендерді бастадым. Сіздер сияқты, мен кәдімгі адамдар сияқты ешқандай тендер туралы ешқандай хабарым болған жоқ. Тек қана біреулерден естіп алғам. Ол тендерге қатысу үшін үлкен ақша керек, строительный тендерлер болады ол жерде деген сияқты, танысың болу керек деген нәрселер менде де болған. Сонда установкалар болған. Бірақ өзім көзім жетті, алғашқы тендерді ұтып алып, жауап соның пайдасын тапқан екен. Ол 2016 жылы болатын. Мен осы Түркістан облысы Мақтаарал ауданында туылғанмын. Қазір Шымкент қаласында тұрам. Есімім Арслан Қамбаров болады. Оқуды үлкен, 11 жыл оқығанмын орта мектепте. Үлкен оқу орнын оқыдым, бірақ тастап кеткем.
Өйткені үйде өзім жалғыз үлкен үйдегілер балалардың ішінде ең үлкен мен болған екен, әке-шешені асырау мақсатында, оларға бір көмек көрсету мақсатында оқудан жаңағыдай бөлек уақытта жұмыс істеп, сөйтіп оқудан шығып қалғам. Қазір күнде тендермен айналысамын, құдайға шүкір ешқандай диплом болмаса да жақсы табыс тауып жүрмін. Бүгінгі күнге дейін 1 миллиардтың тендеріне қатысқанбыз, ешқандай парасыз 2500 тендерді жаптық, Аллаға шүкір. Одан бөлек, тендерден бөлек осы тендерге қатысып жүрудің арқасында өзіміздің ағылшын курс оқытатын школамызды, мектебімізді аштық балаларға. Одан кейін барып MyStep деген өзіміздің жеке брендімізді жасадық. Ол аяқ киімдердің бренді, яғни спец аяқ киім, берцы, рабочий аяқ киім, сапоги, резиновый сапоги сияқты осындай аяқ киімдердің брендін жасадық. Осыларды әкеліп қазір сатумен айналысамыз. Бұның барлығы осы тендермен айналысудың арқасында болған. Так, одан кейін компанияның жылдық айналымы, бізде 4 компания бар, әрқайсының жылдық айналымы 200 миллион, 250 миллионнан асады. 2018 жылдан бері біз осы тендердің сабақтарын қазақ аудиториясына осы тендердің сабақтарын өтумен айналысамыз. Неге? Өйткені мен өзім айналысып жүрген екен, менің жақсы табыс тауып жүргенімді менің айналамдағы достарым, группаластарым, немесе класстастарым көріп, соларды маған да үйретші дегеннен кейін біз осындай курс оқытуға келгенбіз. Қазір 2018-ден бері 3000-ға жуық студентті оқыттық онлайн және офлайн форматында, және олардың ішінде 250 адам тұрақты түрде миллион ақша табады. Жаңдай, бір рет тендерді үйреніп алып, бір рет миллион тауып кетіп қалғандар да бар. Ондай есептемегенде тұрақты түрде кәдімгідей 1 миллион теңге табатындар 250-ге жуық. Неге оқытып жатырмыз? Өйткені мынандай сөз бар, бөліссең артады деген. Мен бөліссем, өзімде біреулерге үйретем ғой, адамдарға білім берем ғой деп өзімде ізденем, өзімде білімімді арттырғым келеді, өзімде табысымды арттырғым. Сол үшін мен өзіме керек болған екен, мен сабақ үйретем. Так, одан кейін, мысалға қазір қараңыз, бізде Мейіржан деген 17 жасар жігіт бар, Арыс қаласынан, өзі ол кезде даже өзінің несі болмаған, 17 жасқа толмаған екен, бұған ИП ашылмаған. Ағасының ИП-сімен алғашқы тендерлерін карантин уақытында 29 тендер жауып, 29 тендер жауып, кішкентай, 80 мың теңге, 100 мың теңге, 50 мың теңгелік тендердің 29 жауып, 600 мың теңге пайда тапқан. 600 мың теңге. Бұл 17 жасар бала үшін өте жақсы табыс. Одан кейін Богдан мырза, Қаратаев Богдан деген мырза, бұл кісі кәсіпкер, өзінің осы Шымкенттің айналасында жақын жерде бір ауылда тұрады. Нишасы стройка, яғни құрылыспен айналысады. Өзі кәсіпкер, осы құрылыстың бір мектептің спорт алаңын жөндеудің жұмыстарын ұтып алған. Ашық конкурсқа қатысып, сол жерден 37 миллион теңгеден 10 миллион теңге табыс тапқан. Ол Қаратаев Богдан мырза бізде қазір осы жерде отыр, мінекей. Ассалаумалейкум. Мен 37 миллион тендерге қатысқам. Рас па, қазір 10 миллион теңге табыс таптыңыз? Жабылды ма бұл тендер? Бұл тендер жабылды. 3 айдың ішінде бітірдік. Бұл жерде спорт алаңшасы, ашық спорт алаңшасын бітіріп, қазіргі таңда тапсырып бердік. Жалпы пайдасы 10 миллион теңге. Бірақ бірінші Араке өзіңізге келіп, мен тендерді өзіңізден үйрендім. Осы жерде сабақ өттік. Сабақтың үстінде мен бір мекеменің кілем тазалағыш химчисткасын ұтып алғам. Осы жерде 140 мың теңгеге. Сабақтың үстінде? Сабақтың үстінде, иә. Ол сабақтың үстінде сол 140 мың теңгенің 80 мың теңге жерден пайда көрген бірінші мәрте ол. Одан кейін өзімнің бағытыма көштім, өзімнің направлениеме көштім. Өзімнің направлением құрылыс саласы. Содан кейін мынау бағанағы ашық алаң құрылысын ұтып алдық біз, спорт алаңшасын. Одан бөлек қазіргі таңда 10 шақты, 11 шақты 2 миллион мен 5 миллионның арасында тендерлерді жауап үлгердік. Қазіргі таңда осы желтоқсан айында бәрін тапсырып, ақшаларын. Мына жерде комментарий жазып жатырды қазір. Өтірік емес ол. Қазір көрсетеміз, договорларды бәрін көрсетеміз қазір. Ол ешкім ойдан шығарып жатқан жоқ та, сол үшін вебинарда қарап отырыңыздар, ары қарай біз қазір
осы вебинардың барысында көрсететін боламыз барлығын. Так, кеттік ары қарай. Аслан мырза Семей қаласынан болады. Бұл Богдан мырза жай ғана осы Шымкентте тұратын біздің жақсы табыс тауып жүрген курсанттарымыздың бірі. Постоянно сұрай береді, сұрай берген дұрыс негізі. Ол сұрай бергеннен кейін адам жауабын алады, содан кейін нәтиже көреді. Одан да бөлек бізде басқа да қалада табыс табатын кісілер бар. Олар бізде чатта сұрайды осылай. Міне Назгүл ханым мысалға, Әлия ханым тоже Шымкентте тұрады, бірақ Шымкенттің шет жағында бір ауылда. Орынбасар мырза міне. Бұл кісілер тендерден қалай ақша тауып жүр. Міне бүгін біз осы туралы айтамыз. Неге олар тендерден ақша таба алады, басқалар таба алмайды? Так, жалғастырайық. Тендер деген не? Бірінші осыған бір тендер деген не екенін, қалай адамдар ақша табатынын соны біліп алайық бірінші. Бұл кәдімгі бизнес. Бизнес деген не? Бизнес деген бір мысалға сіз бір затты сататын болсаңыз, немесе бір затты шығаратын болсаңыз, өнім шығаратын болсаңыз, міне бизнес деген осы. Мысалға біреудің бір қажеттілігін жауып, сіз содан тұрақты табыс тапсаңыз, бұны бизнес дейді. Мысалға сіз Қытайдан тауар әкеліп сатасыз, киім-кешек әкеліп сатасыз. Адамдарға киім-кешек керек па? Керек. Сіз солардың қажеттіліктерін жауып жатырсыз. Міне осыны бизнес дейді. Осы қажеттілікті жауап сіз табыс тапсаңыз, бұны бизнес дейді. Енді бұлай ақша табатындар да бар. Бұл тендердің де түрі осындай. Тендер де осындай бизнестің түрі. Бірақ сіз бұл жерде халықтың емес, қарапайым халықтың емес, сіз үлкен компаниялар және мемлекеттік мекемелердің, сондайлардың қажеттіліктерін жабасыз бұл жерде. Сондықтан ол қандай қажеттіліктер? Мысал үшін әкімшілік бар, жаңағыдай ауруханалар, мектеп, олардың барлығы мемлекеттік мекеме болады. Вот солардың қажеттіліктерін сіз өтесеңіз, бұл бизнес кәдімгі. Осы үлкен мекемелердің, осы мемлекеттік мекемелердің қажеттіліктерін өтейтін бизнестің түрін бұл тендер деп атайды негізі. Неге олар өздері базардан барып сатып ала салмайды? Жоқ, ол коррупция болады. Өйткені ол мемлекеттің ақшасы болған екен, оны қатты контроль жасау керек. Сол үшін тендер арқылы болса, оны контроль жасау оңай болады. Сол үшін олар тендер арқылы барлығын жасайды. Тек қана мемлекеттік мекемелер емес, ол жерде ұлттық компаниялар да бар. Мысал үшін КТЖ, Қазмұнайгаз, Қазатомпром деген сияқты Қазақстанда өте үлкен мемлекеттің үлесі бар компаниялар. Так, одан кейін бар жеке компаниялар, мұнай компаниясы, алтын шығаратын, жаңағыдай мұнай өңдейтін компания, яғни жеке кәсіпкерлердің компаниясы. Олар да өздеріне қажетті тауар, работа, услуганы тек қана тендер арқылы сатып алады. Олар негізі бұрын өздері сатып алатын болған, ал қазір тендер арқылы. Неге? Өйткені тендер арқылы сатып алу оларға выгодно. Түсінікті ғой? Так, қалай болып жатыр? Бір жазып жіберіңіздерші әзірге. Түсінікті ма? Түсінікті болып жатыр ма? Так. Түсінікті дейді. Так, жалғастырайық. Бірақ олай сатып алу оларға тиімсіз. Неге? Өйткені олар бір өздері барып сатып алатын болса, снабженс арқылы, немесе бір сондай бір өздеріне бір мамандар болады, сотрудниктер, қызметкерлер болады, солар арқылы сатып алса, оларға не выгодно. Өйткені ол көбірек ақша арада ойнап ақша істеп қалуы мүмкін. Мысалы үшін мынандай, бір компанияға 10 компьютер керек па? Ол компьютер Сулпакта 200 теңге тұрады. Сулпакта 200 теңге тұратын компьютерді ана сотрудник баратан Сулпакқа айтады, маған ценовой предложение берші дейді. 200 теңге емес, 300 теңге деп жазып берші дейді. 300 теңге деп жазады, фирмадағы жаңағыдай директорға әкеп көрсетеді, ол қарайтан 300 теңге тұра ма екен, давай кассадан ақша ал дейді, қол қойып береді, барады да кассадан 10 компьютерге 300 теңгеден 3 миллион теңге алып береді. Сөйтіп барады, Сулпактан оны 200 теңге алады, 1 миллион теңгені өзіне алады, тағы да бір арада бір қасында бір адамдар болады, соларға береді. Міне осындай нәрседен сақтану үшін тендер шығарады. Түсінікті ғой? Компания өзі прямой Сулпактан алатын болады. Одан кейін. Түсінікті ғой, Так, қазір Қазақстанда 100% барлық мемлекеттік мекемелер, ұлттық компаниялар, жеке компаниялардың барлығы тек қана тендер арқылы сатып алады. Өздеріне керек тауар, работа, услуга. Түсінікті ғой? Неге? Оларға выгодно. Коррупциясыз, поставщиктермен прямой жұмыс жасап, еще экономить етіп ақшасын. Осылай жасаған оларға выгодно. Сол үшін олар тендер арқылы.
Мысалы, бір мектеп өзіне телевизор сатып алғысы келсе, gozakov.gov.kz деген сайтқа, мемлекеттік мекемелер тендер жариялайтын сайтқа маған телевизор керек деп шығарады. Мысалы үшін оның техникалық сипаттамасы болады. Размері мынандай размер, Full HD немесе Smart TV деген сияқты. Мына жерге жеткізу керек, мынандай суммада сатып аламыз, мынанша уақытта жеткізу керек деп барлығын жазып қояды. Сіз соны оқисыз, егер сол баға сізге выгодны болса, және рынокта одан да арзан тұратын болса ол телевизор, онда сіз сол үстіне өзіңіздің пайдаңызды қойып заявка жібересіз. Яғни бұл телевизорды мен саған 500 мың теңгеге әкеп беремін деп. Заказчик оны 700 мың теңгеге сатып алам деп шығарған болса, сіз оны 500 мың теңгеге әкеп беремін дейсіз. Неге? Өйткені сіз Сулпактан немесе басқа Қытайдан ба оны 300 мың теңгеге немесе 400 мың теңгеге сатып аласыз. Сөйтіп үстіне 100 мың теңге пайда қойып, өзіңіздің ұсынысыңызды жасайсыз. Міне осыны тендерге заявка жіберу дейді. Солай заявка жібересіз. Ол тендерге сізден де басқа да ИП-толар қатыса алады. Қазақстан Республикасында тұратын азаматтардың 18 жасқа толған болса, ол ИП-то ашып өздері сол тендерге заявка жібере алады. Қатысушылардың арасында кімнің бағасы төмен, соны жеңімпаз дейді. Түсінікті ғой? Ол жерде прозрачный болады ол жерде. Мынау жеңді деп қоя салмайды. Мынау адам сағат мынанша секунд кеткенде мынандай баға берген. Осы ИП немесе осы то жеңімпаз деп атайды. Одан кейін барып солмен договор жасайды заказчик, сол мектеп жаңағы, одан кейін барып сол екеуі договор жасағаннан кейін сол көрсетілген жерге, көрсетілген уақытта жаңағы телевизорды апарып береді. Қатысу үшін не керек? Тендерге қатысу үшін не керек? Егер Госзаков порталының тендерлеріне қатысқыңыз келсе, gozakov.gov.kz деген сайтқа сіз бірінші тіркелесіз, регистрация жасайсыз. Одан кейін барып тариф қосасыз. Тариф қосу деген әркімге өзіне қатысты тендерлер беріп қояды, суммасына қарай. Мысалы үшін сіздің ақшаңыз азырақ, сол үшін маған 1 миллионға дейінгі тендерлер жетеді десеңіз, онда 1 миллионға дейінгі тарифті қосасыз. Жоқ, маған майда шүйделерге қатысқым келмейді, мен сәл ірілеу, менде ақша көп дейтін болсаңыз, онда 10 миллиондық немесе 100 миллионға дейінгі тарифті қосасыз. Сол кезде сіз сондай суммадағы тендерлерге қатысасыз. Ол тендерлерге 1 миллионға дейінгі тариф қосқандар қатыса алмайды уже. Түсінікті ғой? Тарифтен бөлек шотыңызда ақша болады. Әркімнің өзінің лицевой кошелегіне ақша сақ қояды, сол кошелектегі ақша арқылы тендерге қатысып отырады. Ол кошелектегі ақшаны сіз кез келген уақытта снимать етіп, өзіңіз қолдана аласыз. Так, ары қарай кеттік. Мемлекеттің сатып алатын барлық нәрсесі бұл тендер арқылы. Жеке барып біреуден прямой ондай жоқ қазір. Мемлекет оған специальный комиссия жалдап қойған. Бұны Министерство финанс внутренний аудит дейді, яғни ішкі аудит дейді, мониторинг жасайтын ішкі аудит дайындап қойған. Олар тек қана осы тендерді бақылап отырады. Тендердегі ақшаны бақылап отырады. Қайда кетіп жатыр, қалай жұмсалып жатыр, тендерлер дұрыс өтіп жатыр ма, нарушение жоқ па, жалобы жоқ па. Прокуратура тексеріп отырады оны. Мен бір прокуратурада танысым бар, сол айтады, барма, нарушение барма дейді. Маған келіп сабақ алып кеткен прокуратурада істейтін кісілер. Қалай тексереміз? Бір мекеменің нарушениесін қалай көруге болады деп маған келіп совет алып кеткен. Бір танысым постоянно сұрайды, өзі бір районда прокурор болатын болса, сол районның тендеріне қатысшы дейді. Егер сол жерде сен қатысып отқан кезде олар нарушение жасайтын болса, маған айтасыз, мен олардың үстеріне жазып, жаңағындай мемлекеттің ақшасын үнемдейтін боламын дейді. Тексеру өте көп. Сол үшін бұл жерде барлығы честно өтеді. Честно. Ешкім жаңағындай бір мынандай нәрсе жоқ та, біреу айтса сізге қазір, оның бәрін өзіміз не қылып қойғанбыз, сен қатыспай ақ қой сал деген нәрсе жоқ қазір. Ол бұрын қап кетті. Кеше 2019-ға дейін қап кетті ол. Қазір ондай жоқ. Қазір барлығы прозрачно, көрініп тұрады. Любой адам кіріп тексере алады. Даже сізде тендерге қатыспайтын болсаңыз да кіріп тексере аласыз. Сондықтан барлығы тендер арқылы өтеді. Еще барлығы электронны. Электронны деген кәдімгі тек қана сізге ол жерге компьютер мен интернет болса болды. Ешқайда әкімшілікке барып, бір рұқсат қағаз, лицензия, бірдеңке, соңға барып жүрмейсіз еш нәрсе. Компьютер мен интернет болса болды.
кәдімгі эцп ключті аласыз, ИП-ны ашасыз, даже қазір Каспиймен де ашуға болады ИП-ны. Ашасыз дағаны сөйтіп болды, регистрация жасайсыз, қатыса бересіз. Доступен да қазір, тек қана интернетпен компьютер болса болды. Бұл негізінде өте үлкен жетістік. Баяғыда мен бастаған уақытта соңға 10 рет барғам ше. Кәдімгі надоел шығып кеткен уже бар ғой. Бірақ ашсың ғой. Бала-шағаны асырау керек, бірдеңе үйренуге істеу керек, амал жоқ барасың. Қазір оңай. 4-5 кнопканы басасың да, эцп ключ аласың, ИП-ны ашасың, телефонмен ИП-ны ашасың, рахат қазір. Бір айда 320 000 лот объявление шығады, бір айда. Ал бір жылда 3 840 000 лот шығады. Яғни бір жылда 3 840 000 тендер объявление шығады деген сөз. Конкуренция көп деген адамдарға айтайын. Көбісі сөйтіп айтады, ой, ол жерде конкуренция көп, мынау нан жоқ, ол жерде жоқ, ондай емес. Бір тендерді ұтып алған адам, қазір Богдан мырза мен Гүлжамал ханымнан сұраймыз, бір тендерді ұтып алған адам, 2 тендерді ұтып алған адам, болды, бір ай занят сонымен. Басқа тендерге қатыса алмайды. Уақыт жоқ қой өйткені, оны ананы жаба ма, басқа тендер іздей ма, сондай. Так, жалпы суммасы 3 миллион тендердің жалпы суммасы 7 триллион теңге. 7 триллион деген ол, мен сіздерге примерно айтайын, біз енді ондай ақша ұстап көрмеген, мен ұстап көрмеген, сіздер де ұстамағансыздар, ондай ақша ұстамаған екен, біз ол қандай ақша екенін елестете алмаймыз да. Примерно елестетін оңай жолын айтайын. Мысалы үшін 20 миллион теңге тұратын бір Toyota Camry дейік, Toyota Camry 20 миллионға алуға болады. Вот сондай Toyota Camry'дің 350 000 штугы да. 7 триллионға 350 000 штук Toyota Camry алуға болады. Түсінікті, бұл деген страшный ақша да. Мемлекеттің, государствоның жұмсайтын бюджетіндегі ақшаның барлығы осы да. Түсінікті, осы жердегі осы тендер арқылы өтеді. Бұл любой рынокта, любой нәрсені, мысалға, мынандай ресторанный бизнес, немесе киім-кешек сататын бизнестер, мысалға өздерінің рыноктарын есептейді бірінші. Қазақстанда ресторанный бизнес қанша теңге, немесе кофе ашайын деп жатқан адам да, мысалы үшін. Олар анализ жасайды рынокқа. Қазақстанда бір жылда қанша кофе сатылады деген сұраққа жауап іздейді. Есептейді соны, примерно есептейді. Получается, бір жылда Қазақстанның адамдары, бүкіл Қазақстан бойынша адамдар бір 5 миллиард теңгеге кофе ішеді екен. Бір жылда. 5 миллиард теңгеге. Біз осының ертең біз Чимкенттен, немесе Чимкенттің адамдары 1 миллиард теңгеге кофе ішеді дейді. Осы 1 миллиард теңгенің мен 200 миллион теңгесін алуым керек деген өздеріне цель қояды. Мен кофе қана ашам даған, соны аламын. Енді сіз ойлай беріңіз, ол кофенің рыногы, Қазақстандағы кофенің рыногы. Ал мына жерде 7 триллион деген любой рыноктан да үлкен да бұл, түсіңіз ба? Сол үшін бұл жерде ақша өте көп. Адамдар не үшін көп қатысады тендерге? Ақша көп болған үшін. Неге адамдар донер ашқыш, неге адамдар бір кафе ашқыш? Неге кафелер көп Қазақстанда? Неге продукты питания, продукты сататын магазиндер көп? Өйткені ақша көп ол жерде. Одан кейін конкуренция да көп болады. Әркім өзінің үлесін алып қалу керек сол жерде. Тендерде де кім жақсы жұмыс жасайды, кім жақсы тендерге қатысып, жақсы пайда табуды білетін болса, ол да тендерден жақсы ақша табылады. Сіздің айналаңызда не бар? Соның барлығы тендерде бар. Любой товар бар. Любой товар. Кружка, мышка, телефон, мебель, электротовар, сантехника, жұмыстар, любой товар не бар айналаңызда? Соның барлығы тендерде бар. Автозапчасть, строительный материалдар, мектепке керекті жабдықтар, канцелярская хостовар, любой товар бар. Даже живой тышқандар бар, живой тышқан. Лабораторияға қолданатын, ветеринарный лаборатория қолданатын живой тышқандар бар. Сондайлардың да тендер болған екен, басқасын айтпай қояқ. Тендердің болашағы жақсы. Неге? Оған мен өзім дәлелім бар. 2015 жылы электронды сатып алу госзакуп порталы ашылды. Ол бірінші электронды портал. Қалған барлығы электронды болмаған. Бұрын тендерлер электронды болмаған. Одан кейін бар, олардың саны 3 болды. Мысалы үшін Самұрық-қазына оған қосылды, одан кейін реестр надлог қосылды. Неге қосылып жатыр?
дамып жатыр, сол выгодно деп жатыр олар. Түсінікті ғой, сол оларға выгодно, мемлекетке де выгодно. Неге? Халық, қарапайым халықтар қатысады ол тендерге. Өздерінің жағдайын дұрыстап алады, жұмыссыздық азаяды, табысы көбейеді. Андай жылау, митингке шығу деген нәрсе азаяды сол кезде. Көбірек ақша тауып, жұмыссызды азайса, сол кезде жаңағыдай митинг деген нәрсе, үшін мемлекетке пайдасы жақсы да, халықтың жағдайын көтерілген. Ал қазір бұндай портал, тендер жарияланатын сайттардың көлемі қазір 50-ге жуық. Оның ішінде жаңағыдай BI Group мысалға, өздерінің строительный үйлерін салып отыр, ЖК-лар, олардың да тендерлері бар. Банктердің тендерлері бар, жеке банктер, мысалы үшін национальный банктың тендерлері бар, олар да бөлек шығарады. Назарбаевский школаның тендерлері, олар да бөлек сайтқа шығарады. Сулпак, Магнум, барлығының тендерлері бар. Түсінікті ғой? Бірақ олар госзакуп емес, басқа сайттарда жібереді, басқа сайттарға шығарады. Так, шетелден Қазақстанға келген компания, шетелден Қазақстанға келіп жұмыс істегісі келген компания міндетті түрде заңмен белгіленген Қазақстанға келген екен өзіне керек тауардың бәрін тек қана тендер арқылы сатып алу. Неге? Мысалы үшін Россиядан Сбербанк Қазақстанға келді ма? Қазір жоқ қой, уже сатып жіберді ғой. Егер сол Россиядан тағы да бір компания келетін болса, Сбербанк сияқты, ол өзіне керек тауарды, работа, услуганың барлығын осы тендерге шығару керек. Тендерге шығармаса, ол оны мемлекеттен қуып жіберуге дейін барады. Неге? Өйткені ол заңды бұзып жатыр. Қазақстанға келіп жұмыс жасаған келе ма, сен осылай жасауың керек дейді. Неге олай жасап жатыр мемлекет? Біздің Қазақстанның қарапайым халқы сол Ресейдің компаниясының тендерлеріне қатысып табыс тапсын дейді. Ресейдің компаниялар ақшаны өздеріне алып кетпеу үшін. Түсінікті ғой? Бұл да өте жақсы нәрсе. Так, тендермен айналысу үшін таныс керек ба? Жоқ, керек емес. Барлығы электронды болғаннан кейін прозрачный ол жерде көрсетіліп тұрады, кім ұтып алды, қалай ұтып алды, қаншаға ұтып алды, ешкімді алдай алмайды. Документтерді көріп аша аласыз сізде. Прозрачный болғаннан кейін бұл жерде ешкімді алдау деген нәрсе жоқ. Так, бастау үшін қанша ақша керек? Бастау үшін 70-80 мың теңгемен де бастауға болады. 70-80 мың теңгені. Өйткені 5 мың теңгелік, 10 мың теңгелікте тендерлер бар. Бірақ сіздің ақшаңыз аз ба? 70-80 мың теңге, 50 мың теңгелік тендерден бастаңыз. Практика ретінде көріңіз. Дәмін көрді. Одан кейін бары уже пайдасы бар тендерлерді қарап іздей аласыз. Ал тез баяғыңыз келсе, бір 2-3 миллион теңге өзіңізде айналымда ақша болу керек, сосын бір қолыңыздан жетектеп жүретін бір наставнигіңіз болған жақсы. Түсінікті ме? Егер наставнигіңіз болмаса, бисмилля деп бірінші тендеріңіз минус болады. Бірінші тендер минус болса, ничего страшного ғой. Біреулер 2-3 тендерген минусқа кетіп жатады. Неге? Өйткені жол көрсететін, көмектесетін адам жоқ. Заказчиктер сізге көмектеспейді. Олардың жұмыстары итакты бастарынан асып жатыр. Сол үшін бірінші аз суммадағы тендерлерден бастаңыз, одан кейін бар бір 2-3 миллион теңге оборотыңыз болса, оборотқа сол ақшаны жоғалтып алмау үшін бір наставник алып алғаныңыз жақсы. Яғни сізге жол көрсетіп отыратын, сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп отыратын адам болған жақсы. Түсінікті ғой? Менің алғашқы тендерім 151 мың теңгелік договор болған. Үйде отырып, тендерді ақтарып отырған кезде осындай сварочный аппараттың тендері шықты. Оны іздеп, қарап, оказывается, заказчик бір штугына 100 мың теңге берген, 2 штугына 200 мың теңге берген. Сол 2 штугына мен 151 мың теңге беріп отып алдым. Сөйтіп, оны Чимкентте Қазына деген базар бар, сол жерде Қазына деген базардан 38 мың теңгеден алдым. Получается, екеуін 76 мың теңгеге сатып алдым. 2 сварочный аппаратты 76 мың теңге сатып алдым, бірақ менің договорым 151 мыңға жасалған. 9 мың теңге жолға кетті, сосын таза пайда 66 мың теңге пайда қалды таза. Осылай тендердің дәмін сезіп алғаннан кейін вообще тоқтаған жоқ. Андай пластик есік терезе, жалюзи, мебель, строительный материалдар, жаңағыдай спецодеждалар барлығына қатысып көрдім. Даже кейбір услугаларға қатысып көрдім. Так, енді тендерден табыс табудың 4 жолымен бөлсем. Бөлсейм ба? Мына жерде так сұрақ қойып жатсыздар, мына жерде сұрақ қазір емес, сұрақ осы бүгінгі тікелей эфирдің соңында болады. Так. Я соны күтіп отырмыз ғой дейді.
тендерден табыс табудың 4 жолымен бөлсем қазір. 4 жолымен бөлсем. Так, кеттік. Сұрақтарды соңында қойыңыздар, соңында жауап беремін сұрақтарға. Так, бірінші жолы, егер сіз кәсіпкер болсаңыз, өз нишаңыз болса, мысалға строительный материал сатасыз, немесе жаңағыдай хозтовар сатасыз, немесе бір бытовой техника сатасыз, өзіңіздің определенно айналысатын бір салаңыз бар. Оны сіздің нишаңыз бар деп айтады. Яғни сізде өз нишаңыз бар. Сол өз нишаңыз бойынша тендерге қатысатын болсаңыз, сіз өте жақсы табыста боласыз. Аптасына 10 тендерге қатыссаңыз, сіз 4-5-ін гарантия ұтып аласыз. Потому что ол заттар, ол товарлар сіз қатысып жатқан. Сіздіңкі ол. Сіз білесіз оны, қай жерден арзан алуға болады. Оның қандай түрлері бар. Барлығын сіз білесіз. Сол үшін сіз бұл жерде жақсы табыс табуыңызға болады. Мысалға, Рабиға ханым медициналық тауарлар сатумен айналысады, өзінің медклиникасы бар, одан кейін жаңағыдай соның қасында бір аптекасы ма бірдеңкесі бар. Соның ішінде карантин уақытында бұл кісі жаңағыдай маска, шприц, перчатка деген нәрселер өте қатты өтті ғой. Жақсы сауда болды с карантинде. Сол кезде бұл жаңағыдай сол карантин уақытында қырып жойып қалам, ойбай батып қаламын деп қырғын алып тастаған ғой. Сатып алғанда Қытайдан ба бір жерден. Көбі сатып алған, сөйтіп карантин арзандап кетті ғой, карантин бітті, сонымен бұндай заттар көп, уже ешкім алмай қалды, ешкім керек емес болып қалды. Вот сол кезде не істерін білмеді да, келді тендерге қатысы, и мемлекеттік мекемелердің больницалардың тендеріне қатысып, сол өзіне тұрған перчатка, маска, шприц деген нәрселерін барлығын сатып, сол жерден табыс тапты. Өзі келген кезде 500 мың теңге табыс табатын, одан кейін тендерге қатысып, заттарын барын сатып, соның 1,5 миллион теңге табысқа шықты. Міне бұл өзінің нишасы бар. Өзінің нишасы бар адам, ол сразу, мен сізге гарантия беремін, сразу табыс тауып кете алады. Екінші жолы бар. Бұл еш нәрсемен айналыспайды. Өзінің нишасы жоқ получается. Бұндай кісілер аз сумадағы кез келген тендерге қатысқан жақсы. Аз сума. 5 мың теңге, 10 мың теңге, любой тендерге қатысып көру керек. Автозапчасть, бытовой техника, канцелярский товар, барлығын азғантай суммадан. Егер минусқа кетсе, ничего страшного. 5 мың теңгелік тендерден минусқа кетсеңіз, сіз 100 мың теңге минусқа кетпейсіз. 5 мың теңгеліктен ары кетсе, бір 2 мың, 3 мың теңге минусқа. Ол, зато сіз практика көресіз, өте жақсы өзіңізге тәжірибе жинап аласыз. Содан кейін барып, бір сондай тендерлерге қатысып жүргеннен кейін, аз суммадағы тендерлерге қатысып жүргеннен кейін сізде уже опыт пайда болады уже. Сол тендерлердің ішіне біреуі сәл жеңілдеу болады, біреуінен жақсы бір мүмкіншіліктер шығады. Вот сол кезде үлкен сол тауардың үлкен суммасына қатысасыз. Ондай аптасына егер сіз 10 тендерге қатыссаңыз, біреу-екеуін гарантия ұтып аласыз. Любой тендердің, мысалы үшін 10 тендерге қатыстыңыз ба, 10 тендер 10 түрлі да, 10 түрлі заттар. Біреуі канцелярский товар, біреу хозтовар, біреу строительный, біреу автозапчасть, біреу жаңағыдай компьютерный техника, вот любой 10 түрлі товар болса, соның біреу-екеуін ұтып аласыз. Түсінікті ғой, біреу-екеуін ұтып аласыз, ертең опыт жинаған екен, уже 4-5-еуін ұтып аласыз. Мысалға Қарабекова Гүлжамал ханым, бұл кісі де әр түрлі тендерлерге қатысады, өзінің бір нишасы бар негізі, бірақ әр түрлі тендерлерге қатысып, содан табыс тауып қалған. Гүлжамал ханым қазір бізде осы жерде студияда отыр, бірақ сол кісінің өзінен сұрайық, қалай табыс тапқан екен, қандай тендерлерден, қандай ниша, мысалы үшін қандай заттардың тендеріне қатысып табыс тауып жүр екен. Бұл кісі 4 айда 7 тендер жауып, содан 2 миллион 700 мың теңге табыс тапқан. 2 миллион 700 мың теңге. Әйел заты үйде отырған, күйеуі ақша табады. Бұл кісі үйде отырып тамақ істеп жүріп еще. Осындай ақша тауып жатса, күйеуі көзі банк болған ғой, короче, ё-майё деп. Бәріміз жұмыстың бәрін тастап, бәріміз тендерге қатысамыз ба деп. Гүлжамал ханым, рас па мынау? Алдымен амандасып алайық, кеш жарық. Иә, мен 4 айдың ішінде 7 тендерге қатысып, тапқан пайдам 2 миллион 700 мың теңге болды. Бұл жерде алғашқы табысым, ұтып алған тендерім сабақ барысында болды. Ол мен үлкен суммада ұтып аламын деген ойымда да жоқ еді, ондай планмен келген де жоқ еді. Мен тендердің не екенін, ноутбуктың не екенін, жаңағыдай кнопкасын қайсы кнопканы басу керек екенін мен білген жоқпын. Осы жерге келіп барлығын үйретті. Ашла мырзаға рахмет. 7 тендер жаптым деп жатсыз ғой, қандай заттар ол? Оның ішінде жаңағыдай өзім негізі күйеуім нишасы бойынша көшетпен айналысатын еді.
Көшеттің тендеріне қатысамыз, бірақ әртүрлі тендерлерге қатысып. Планым сол бойынша келген едім. Сөйтіп, оны да ұтып алдық. Одан 200 мың теңге пайда көремін деп келген едім, мақсатым сол еді. Сөйтіп, одан арзандау жерінен тауып, одан 600 мың теңге пайдасымен шығып кеттік. Одан кейін тағы? Қазір күнде жаңағыдай МТЗ тракторының запчасына дейін апардым Түркістан облысына. Сосын тағы қандай? Одан кейін жаңағыдай Астана опера балет театрына мата ұтып алдым. Оны матаны алып бардым. Одан кейін осы жердегі ковриктер, лицей, колледж, солардың ковриктарын ұтып алдым. Солардан қалған пайда осы. Керемет. Көрдіңіздер ме? Мына үйде отырған ана әртүрлі тендерлерге қатысып істеп жатыр. Бұны еш нәрсе білмейді. Еш нәрсе тендер деген тоже мен сияқты баяғыда мен ең бірінші қалай естідім, бұл кісі де солай естіп келген. Бірақ сенім бар да, ішінде бір сенім бар, үйреніп ақша тауып кетсем екен деген. Келді, істеді, қолынан келді, міне жақсы табыс тауып жатыр. Енді тендерден ақша табудың үшінші жолын айтамыз. Егер ақшаңыз болмаса, немесе және ешқандай да нишаңызда болмаса, оны тендерге қатысып, тендерді жабуды жақсылап меңгеріп алыңыз. Получается, тендерге қатысуды меңгеріп алсаңыз, сіз кез келген бір шағын немесе бір үлкен компанияларға жақсы қызмет көрсету арқылы табыста боласыз. Бұл әсіресе мына студенттерге де жақсы. Студенттерге ана жаққа барып, немесе автомойкаға барып жұмыс жасап, немесе официант болып жұмыс жасағаннан көрі, официанттың мен болашағын білмеймін ғой, мысалы, болашағы жоқ официанттың. Автомойканың болашағы жоқ. Супер автомойщик деген адамды көрдіңіз ба? Немесе супер жаңағындай официант деген мысалы. Ары кетсе бір министрдің немесе президенттің жеке официанты болайынша, оған и то ол миллионнан сізге бұйырмай ма. Ал бірақ сіз тендерді бастап үйреніп алсаңыз, сізде ертең мынау оқып жатқан университетіңізден дипломның жемісін көре алмасаңыз да, міне осы нишадан сіз өте жақсы табыс тауып, өте жақсы ақша тауып кете алуыңыз мүмкін. Үлкен компания, кез келген үлкен компанияға кіріңіз қазір. Проблема тендерге қатысатын, документация жасайтын адам таппайды. Сондай бір маман таппайды. Біз өзімізде сондай үлкен строительный фирмаларға сондай қызмет көрсетеміз. Мысалы, кез келген сауда жасайтын, кез келген бір ИП туын айтыңызшы, өзіңіздің таныстарыңыздың арасында бар. Сауда жасайды. Мысалы, сантехника сатады, строительный материал сатады. Соған барыңыз да, давай мен саған тендер ұтып берейін. Осы сантехниканың тендерлері. Ана жерде қырылып жатыр сантехниканың тендері. Көрсетсеңіз, міне былай деп, бірінші тегін көрсетіңіз, ана нан жеп алсын да, дәмін көрсін, одан кейін өзі-ақ жүгіріп келеді сізге. Бір-екі товар сатсын өзін, сол тендерге бір-екі товарларын өзін сантехникасын сатсын, содан кейін өзі-ақ сізге ақшамен келеді. Түсінікті ме? Так, тендердің 80% оптым, ол жерде 1-2 штук емес. 1-2 штуктерді бар, бірақ основной ең көп 10, 20, 30, 100, 2000, 3000, 4000 мысал үшін. Қараңыз, мысалға, HeadHunter'ге кірсеңіз, специалист по тендерам дейді. Айлық 250 мыңнан 1 миллион теңге. Специалист керек тендерге қатысады. Одан кейін астына тағы да бір 150 мыңнан 200 мың. Бірінші сізде опыт жоқ па, осындайдан бастаңызшы, бір 100 мыңдық, 150 мыңдықтан бастаңыз, опыт жинап алыңыз, кішкене бір қырам, жоям, мен оның бәрін білем деген дәрежеге дейін жетесіз ғой. Сол кезде сіз любой компанияға барып айтасыз, мен сенің табысыңды мынаншаға артып бере аламын, бірақ сен маған ай сайын 1 миллион теңге төлеуің керек десеңіз, анау кәдімгідей ойланып қалады. Сол кезде 1 миллиондық жұмыстарды, 1 миллиондық қызметтерді алуға болады сол кезде. Түсінікті, мынау біздің мысал үшін өзіміздің маған мысалға жазатын осы строительный фирмасы бар кісілер. Строительный фирмасы бар кісілер бүйтіп жүреді олар джиппен, өздері отырмайды компьютердің алдында. Не болады? Ақшасы көп қойған. Офистерде жоқ даже кейбіреулердің. Үйлерінде отырады болды все. Бухгалтерді былай жалдап қойған, ол екістен бір бухгалтер тауып жалдап қойған, немесе бір танысына беріп қойған, болды, басқа. Оған тендерге қатысатын, тендерді іздеп отыратын адам керек. Ол кім? Ол мен, міне маған жазып жатыр. Миллиардтан жоғары, Түркістан облысынан болсын, тек қана благоустройство жұмыстары болсын, тек қана миллиардтан жоғарылар болсын деген сияқты. Түсіндіңіз ба? Әр компаниядан кем дегенде бір немесе бір 5%-дан алып отырсаңыз, сіз 4-5 компаниямен жұмыс жасайтын болсаңыз, айына бір кем дегенде 400-500 мың теңге табыс табасыз. 400-500 мың теңге.
для начала бір 100 мың 200 мың теңге табуыңыз мүмкін, бірақ опыт жинап, кішкене тәжірибе жинаған екен, уже 400-500 мың теңге, даже миллиондап табатындар да бар. 1 миллиардтық тендер бір адамға ұтып беріңізші, болды, сол жетеді сізге. 1%-ның өзі жетеді. Мінекей, мысал үшін Әзімхан мырза 2019 жылы бізде сабақ оқыған. Өзі тендерге қатысып жүріп, қатысты, ту ашып алды. Содан кейін барып бір жерге барды, бір компанияға барды, жұмысқа тұрды. Сол жерде әлі күнге дейін жұмыс істейді қазір. Жұмысы, бұл кісінің жұмысы. Күніне 3 тендерге заявка жібереді. Болды, все. Басқа жұмыс істемейді. Барады, 3 тендерге заявка жібереді. Документациясын жасайды, заявка отправить дейді, болды, все. Бір аптада 21 тендерге заявка жібереді. 21 тендердің, хорошо, 20 тендердің бір 4-5-еуін ұтып алады бұлар. Айлығы 100 мың теңге, плюс үстіне процент қозғалады. Где-то бір 300 мың, 400 мың теңге айлығы алады. Бұл студент болған кезінде. Қазір уже бітірді ғой, енді 2019-дан бері бітір. Так, 4-ші жолы бар. Тендерден ақша табудың 4-ші жолы. Қызық болып жатыр ма? Бір обратный связь беріп жіберіңіздерші ма? 4-ші жолын айтайын деп жатырмын қазір. 4-ші жолы. Я көрейік. Так, 4-ші жолы, егер сізде ақшаңыз бар, бірақ тендермен айналысатын уақытыңыз жоқ, немесе сізге қызық болмаса, бірақ тендерден ақша тапқыңыз келеді. Онда сіз тендерге қатысып жүрген кісілерге спонсор болу арқылы табыс табуыңызға болады. Мысалға, бір тендерге қатысып жүрген адам бар. Өзінің оборотына бір 200 мың, 300 мың немесе 500 мың теңгесі бар. Енді ол кісі үлкен суммадағы тендерлерге қатысқысы келеді. Бір жыл 6 айма қатысады, ана үлкен енді аз ақша болған екен, үлкен суммадағы тендерлерге қатысамайды. Қатысамай жүрген кезде оғыда проблема ақша табу. Бірақ ол майда шүйде тендерлердің табыс тауып жүр. Опыты бар уже ол адам. Вот сондай кісілерге сіз спонсор болсаңыз, менде бар мынандай ақша, 10 миллион теңге бар. Қатыс давай, беймарал қатыса бер. 5-6 миллионды 10 миллиондық тендерлерге қатыс. Отбасақ екеуміз жабамыз, пайдасын бірақ екіге бөлеміз деген сияқты. Новичок енді қатысып отқан адамға жасамаңыз олай. Новичоктар көбінесе минусқа кірейін деп тұрады. Сіз сол кезде сіздің ақшаңызды алып минусқа кіріп кетсе, ол сізге қатты тиеді. Сол үшін опыт бар адаммен жұмыс жасаған жақсы. Түсінікті ғой? Табыстың 40-50%-ын алып отырасыз. Мысалы үшін Халида ханым бізбен 2019 жылда біздің курсантымыз болған. Өзі кәсіпкер. Біздің курсантымыз болып, сол жерде сабақ үйреніп жүріп, ол біраз тендерлер ұтып алды негізі. 400 мың, 500 мың, 100 мың теңге, 150 мың теңге табыс тапқандар да болды. Бірақ одан кейін өзі басқа бір кәсіп ашып, уақыты болмай кетті. Сол кезде бізбен бірге жұмыс жасаймын, давай деп бізбен келісім шартқа отырды. Яғни сіздер тендерге қатысасыздар ғой, давайте, менде ақша бар, осы ақшамен қатысыңыздар. Мен жаңа пайдасын, сіздер не бересіздер, соны аламын ғой дейді, болды. Сөйтіп жұмыс жасап келе жатырмыз 2019-дан бері. Қаншама тендер жауып тастадық. Осындай кісілер. Пример ретінде көрсетіп жатырмын. Тендермен айналысып, айына 1 миллион теңге табуға болады. Қалай екен айтайын ба? Қалай екен айтайын ба? Я айтыңызшы дейді. Так, қалай екен айтайын. Шынымен көп ақша тапқан келе ма? Бірінші осы сұрақты өзіңізге қойыңыз. Шынымен көп ақша тапқан келе ма өзінде? Көп адамдар өздері тапқым келеді деген сияқты ауызбен айтады да, бірақ істеп жатқан әрекет оған алып бармайды. Значит, оған ол қазір көп ақша тапқысы келіп жатқан жоқ әлі. Қарыздарынан құтылып, еркін өмір сүргің келе ма? Қалаған уақытында қалаған затыңды алғың келе ма? Және қымбат сыйлықпен жақындарыңды, немесе әйеліңді, әке-шешеңді қуантқың келе ма? Осы сұрақтарды өзіңізге қойыңыз. Барлығы осындай қалаудан басталады бірінші. Сіз қарныңыз тоқ болса, сіз істемейсіз оны. Менің 2019 жылдан бері мен бір досым бар, 2019 жылдан бері менен сұрап, осы тендерге қатыссақ қалай болады? Тендер жақында тағы да келіп кетті. Тендерге қатысса бірдеңке істеу керек деп жүргеніне
2019-дан бері сөйтіп жүр. 3 жыл болды да. 3 жылдан бері сөйтіп жүр. Бірдеңке істеу. Неге оның проблемасын мен біліп тұрмын да. Мен оның досымын, ақша бергісі келмейді. Түсіндіңіз ба? Тегін істетіп алғысы келеді. Тегін тапқысы келеді да. Еще әйел жұмыс істейді, өзі жұмыс істейді. Өзі бір 200-300 мың теңге айлық алады, әйел тоже бір 200-300 мың теңге айлық алады. Бұл проблема жоқ ода. Не алады ол қатысып? Ақша керек емес қой оған, ол тағанны тоқ оның. Оның басына кредиттер жоқ, қарыздары жоқ, бір ақша жаңағы жұмысы бар астында, істеп жатқан тұрақты, пенсионкасы бар, қиналып бар жатса кредит ала салады мысалы үшін. Келіншегі табыс тауып жатыр. Түсіндіңіз ба? Тоқта ол ше. Ондай адамға керек емес. Ондай адамның проблемасы сондай болады. Кәдімгі сізде осындай бір нелер болса, мысалы үшін шынымен көп ақша тапқыңыз келетін, жақындарыңызды қуантқыңыз келетін, өміріңізді өзгерткіңіз келетін сондай бір өзіңіздің требованиеңіз болса, ішіңізде сондай. Вот сол кезде сіз өте жақсы ақша таба аласыз. Осындай сізге керек па керек емес бірінші біліп алыңыз соны. Түсінікті ме? Осындай қалаулардан басталады барлығы нәрсе. 2013 жылы мен жұмыс таппай, ақша табылмай, қиналып жүрдім. Келіншегім стипендия алады 7.000 теңге. Сол 7.000 теңгені алған кезде қуанып кетесің кәдімгідей. Кәдімгідей қуанып, бірақ енді ол да адам ғой, келіншегім де адам ғой. Адам намысына тиетін сөздер айтып, сол кезде үйден шығып кететін. Ана жаққа барасың, мына жаққа бар, істей алмайсың, газет тарқаттым. Бір жерде дворникта болдым ғой, даже прикинь, дворник болып бір жерге жұмысқа бардым, жұмыс таппай жүргеніңіз біреу айтады, бір жерде жұмыс бар, барасың, барам деймін да, қиналып кетесің, аяқ астынан бара салайшы дейсің, барып қалсаң, дворникта, хорошо, ладно дейсің да, кіріп қалсаң, ол жердегі дворниктің бәрі шалдар да, сен жап-жас тепсе темір үзетін баласын да, дворник болып жүрсің, ана жерде ше. Бір аптаға жетпей шығып кеттім ана жерде намыстан. Одан кейін стройк істедім, неше түрлі жұмыс істедім. Сол кезде мен ойлайтын, бір нормальный жұмыс істейікші. Бір көбірек ақша табу. Неге аналар тауып жатыр, мен неге таба алмаймын деген вопрос болатын ше. Вот сол кезде өзімде қалау болды да менде. Ашпын да мен сол кезде ше, ашпын. Вот сол кезде өйстіп қиналып жүрген кезде, кәдімгі адам өйстіп қиналып жүрсе, артынан бірдеңке түртіп отырса, вот сол кезде жұмыс істейсің. Сол кезде бір табыс табуға деген желание ашылады кәдімгі. Сізде басқа артта не жоқ, артқа қайтатын жол жоқ, арттағы жаңағыдай мостты өртеп жүрген мен ше. Түсіндіңіз ба? Көпір бар да, көпірден өтесің да, тендерге келіп тұрсың уже. Артында мостты өртеп жүрдің де, борда артқа қайтамайсың, тек қана бір-ақ жол бар алдында. Тендермен айналысу болды все. Вот солай келдім да мен ше. Егер сізде де сондай болса, болды, все, басқа барлық нәрсені доғарыңыз, сол нәрсемен айналысыңыз. Ал қазір Аллаға шүкір ақша табу қиын емес екенін түсіндім. Просто басыңды істету керек, дұрыстап істеу керек одан кейін. Кәдімгідей реально әрекеттер жасау керек та, бір болмайтын нәрсе. Керек емес, сізге пайда келмейтін нәрселерді алып тастау керек. Соны түсіндім қазір. Өкіметтің жаңағыдай саясатын керек емес ол сізге, ешкім сізге деп ақша әкеп бермейді, немесе сізге бір пайдасы да тимейді ол. Ол нәрсені әңгіме қылудың қажеті жоқ та. Бізде көбінесе ақша табалмай жүрген адамдардың әңгімесі қырғын ғой негізі. Политиканы жібереді ғой отырып алып ше. Өз қалаған табысын табуға кәдімгі қазір білем қалай табу керек екен. Үлкен команда бар, сосын бар қосымша бизнестерім бар уже. Көзі ашыла бастайды, жайлап, дым білмейді екен ғой деген сияқты. Одан кейін барып, Құдайға шүкір, жанұямның қазір айлық табысы 1-2 миллион теңге. Ол мысалға бұлар мектептеріне, жаңағыдай кететін нәрселеріне, өздерінің келіншегімде өзінің бір курстары бар мысал үшін. Сондай шығындар. Так, бірақ бұның артында қаншама еңбек бар. Барлығы просто так болған жоқ. Әрине, барлығы еңбекпен келді. Мен сіздерге қазір, ойбай, сіз тендерге қатыссаңыз, тендерден сіз миллионер болып кетесіз. Жоқ, олай емес. Ешнәрсе істемесең болмайсың. Жүре бересің сөйтіп. Бір күні Инстаграмда бір кісі жазады маған, Ареке бардық қой, оқыдық қой курсыңызды. Болмады ғой ешнәрсе дейді. Оказывается, Шымкенттің жігіті бізге сабаққа келіп, офлайн сабаққа келіп, сабақ оқып, үйреніп, одан кейін солай Инстаграмға жазып отыр.
сабақтың үстінде мен бір тендерге қатыстырып оны қинап отырып ше, кәдімгідей бүйтіп ол қатыс мынаны бас деп отырып бір тендерге қатысып соны ұтып алды, ол соны жапты, болды да. Одан кейін ешнәрсе істемеген, 2 ай ма 3 ай ма жүрген, миллионер болмадым деп жүр да. Сен қалай боласың, өзің ешнәрсе істемейсің, мен істеп беруім керек па оған. Мен осы жерде қатыстырып, қалай қатысу керек екенін бәрін көрсетіп жібердім. А ол миллионер болмадым деп жазып жатыр да мағанша. Келші дедім офиске, келші. Қаны көрейші, не болып жатыр өзі, неге сенде болмай жатыр. Қарап қалсам, заявка жібермеген ғой. Тендерге адам ұтып алып, табыс табу үшін бірінші заявка жіберу керек емес па? Жоқ, жібермеген. Так, егер сен 20 жасқа дейін келіп, әлі кедей өмір сүрсең, онда сенің проблемаң емес ол. Ол проблема емес ол негізі, ол нормальный нәрсе. Потому что сен 20-ға келдің, мектепті бітірдің, университетті оқып жатсың, сенің өмірің әлі алда. 20-ға дейін сен миллионер болмасаң, оған, значит, сен өзің сондай отбасыдан туылдың, оған сен кінәлі емессің. Ол нормальный ол. Ешкім өзінің әке-шешесін, өзі туылатын отбасын өзі таңдап алмайды ғой, туылатын кезде. Сол сияқты ол нормальный негізі. Ал егер сіз 30-ға келіп, әлі сол бейшара болып жүрсеңіз, онда сіз кінәлі соған. Басқа ешкім кінәлі емес. Алла Тағала сізді өмірге әкелді, сабақ үйретті, өмірде неше түрлі заттарды сізге көз алдыңызға көрсетті, байды көрсетті, кедейді көрсетті, сізден де кішкентай адамның ақша тауып жатқанын көрсетті, сізден де әлсіз бір қыздар немесе бір әйелдің ақша тауып жатқанын көрсетті, бірақ сіз сонда да жүре беріңіз ойланбай. 30-ға келіп, онда сіз кінәлі соған. Сол үшін ойлану керек. 30-ға дейін сіз келіп, көп ақша таба алмайсыз ба? Проблеманың барлығы сізде. Өкіметте, пәленшеде емес, сізде проблема. Түсінікті ғой? Так, жалғастырайық ары қарай. Тендермен айына алысып, айына 1 миллион теңге табуға болады. Құпияның барлығын ашам қазір. Құпияның барлығын ашам. Мына жерде жазып отыр. Сұрақтарға қазір жауап беремін, сұрақтарға. Так, көп табыс алып келетін нишалар бар өз. Мысалы үшін жиһаз, жиһаз қазір индустриальный сертификат сұрайды, производитель болуыңыз керек. ПВХ терезелердің тендеріне ремонт, мысалы үшін ПВХ терезелерді ремонт жасау, немесе установка жасау, витраж жасау, жөндеу жұмыстары, любой строительный жұмыстар болса да, жаңағыдай автокөліктерді жөндеу жұмыстары болса да, немесе үлкен насостарды жөндеу жұмысы болса да, кез келген жөндеу жұмысының тендерлері ол нишасы, бұндай нишалар өте жақсы, өте жаңағыдай табысты болып келеді. Түсіндің бе? Осындай нишаларды ұстау керек. Туалетный бумага қатыса берудің қажеті жоқ та. Туалетный бумаганы любой адам біледі, қанша теңге тұратынын, қай жерде не екенін оны вообще. Ешкім білмейтін, көп адамдарға неизвестный заттар бар ғой, мысалы үшін. Форсунка деп жатыр да. Карданный вал. Әйелдер сол заттың не екенін түсінбейді. Получается, оған қатыспайды ол, не екенін білмесе ол. Еркектердің өздері қатыспайды оған. Плуг, мысалы үшін, соқа. Жер жыртатын соқа, барана деген тендерлер бар. Неге сіз соған қатыспайсыз? Міне осындайларға қатысаңыз, өте жақсы табыс тауып көресіз. 1-2 тендерден жақсы табыс тауып кетуге болады. Туалетный бумага, сабын дегенге жатып уақытта сөйтеді, сол жерде жаңағыдай конкуренция көп, ұта алмадым деген әңгімелер шығарады. Осындай тендерге қатысуды үйрену үшін проблема жоқ. YouTube-қа кіріңізді үйреніп ала беріңіз, бірақ пайдамен ұту ғой ол жерде проблема. Пайдамен ұту үшін қандай тендерлерге қатысу керек? Қатысу барысында, тендерді орындау барысында проблемалар, сол тендерді орындау барысына болатын сұрақтар бар ғой жаңағы, мәселелер. Вот соларды сондай кезде не істейміз? Вот сол мәселе бұл жерде. Тендерді жабу мәселесі, орындау мәселесі. Заказчик бірдеңке деп жатса, оған не істеймін мен? Вот сол кезде мен көмектесем сізге. Сол кезде сізге обязательно бір жаңағыдай көмектесетін, сіздің бір сұрайтын адамыңыз болу керек. Ұйымдастыру қызметтері, мысалы үшін, жаңағы бір мероприятие ұйымдастыру, кофе-брейк ұйымдастыру, семинар ұйымдастыру деген тендерлерде бар, мысалы. Одан құрылыс материалдары, оқу кабинеттері, мысалы, кез келген мектепте кабинеттер бар, биология кабинеті, физика, вот сондайдың да тендерлер бар. 5-6 миллион, 7-8 миллион тұрады, бірақ ішін ашып қарасаң, техникалық сипаттамасы өте ұзақ,
көп адамдар соны оқуға ерініп кетіп қалады. Сіз ерінбеңіз, қараңыз да ішіне кіріп оқып көріңіз. Зато сол жерде мен сізге айтайын, максимум 3 адам болады. Қатысатын 2-3 адам болады. Максимальный бағадан ұтып алады солар. Жақсы пайдамен ұтып алады. Так, мысалы, мен ПВХ терезені жасайтын бір досыммен кездесіп қалдым. Екеуміз осы Чимкентте 65-ші мектеп бар, соның терезесін ұтып алдық. Договордың сумасы 890 мың теңге. 890 мың теңгеге ұтып алдық. Таза пайда 370 мың теңге. Мысалы, қалай болды? Мен вообще білмеймін. О терезенің москитный сеткасы болды. Заказчик 1,5 миллион беріп қойған, 500 штук терезеге москитный сетка орнату. Мен оны білмеймін. Сөйтіп ана досымнан сұрадым, ол сондай тендер, сондай ПВХ терезелерді орнатумен айналысады. Ол айтты, давай 890 мың теңге берейік, пайда ұтып алсақ пайда табамыз да. Давай, хорошо. Точно ма? Точно. Мен білмеймін ғой. Көрдіңіз ба? Өзім білмейтін нәрсеге қатысып жатырмын. Сөйтіп хорошо ұтып алдық, сосын бар материалына 350 мың теңге кетті, жолына 10 мың теңге кетті, сосын бар ол тендерді жабуға жаңағыдай құрастырып орнатып беруіне тағы да 170 мың теңге кетті. Вообще біздің шығынымыз бір 550 мың теңгеде шығын болды. 550 мың, 580 мың. 300 мың теңге таза пайда болды ғой. Бірақ еш нәрсе істеген жоқпыз. Просто барасың, істеп жатсыңдар ма? Болды. Заказчикпен барып келісесің, директормен сөйлесесің мектептің. Болды, былай істейміз дейсің да, шырттай киініп алып барып қайтып. Мына тендер деген осындай. Любой мектепте сондай жұмыстар бірдеңе болса, оның барлығы тендер арқылы болып жатыр. Так, біздің өмір таңдаудан тұрады негізі. Таңдаудан тұрады. Қандай таңдау? Сізге кез келген нәрсе алдыңызға келеді, бірдеңе келеді, сол кезде сізде таңдау тұрады. Істеу, істемеу деген. Мысалы үшін қазір осы вебинарда қарап отырған кісілердің де алдарында осындай таңдау тұр. Любой табыс тапқан, бірдеңеден жақсы ақша тауып жатқан адамдар осындай таңдау жасауға келген кезде дұрыс таңдау жасағандар ғана. Менде де болған осындай вебинар, мастер-класс, семинар, тренингтерге қатысқан менде. Қатысып нормально әрекет жасаған адамдар да болады жақсы нәтиже. Просто так істегендерде болмайды ондай. Любой адамды алыңызшы қазір. Үлкен бизнесменді алыңызшы бір. Олар да барады сондайға. Бірақ олар қымбаттарына барады. Біз бара алмайтын 1 миллион, 2 миллион тұрады. Сондайларға барады. Ешкімге білдіртпейді. Сіздің ең соңғы рет қандай таңдау жасадыңыз? Өзіңіз бір ойлап қараңыз. Так, менде өткен аптада мынандай нәрсе болды. Мен сол кезде мынандай таңдау жасадым. Оказывается, сол таңдауым дұрыс емес екенін қазір біліп отырмын деген сияқты. Соңғы рет қандай таңдау жасадыңыз? Соған бір ойланып қараңыз. Түсінікті ме? Дұрыс па, дұрыс емес па? Қандай курс оқыдыңыз, қандай нәтиже алдыңыз? Негізі кез келген нәрседе тек қана білім алу, тек қана білімнің өзі жеткіліксіз. Орта керек. Мышлениені өзгерту керек. Оның барлығы осындай сабақтардан, осындай вебинарлардан басталады. Одан кейін барып әрекет керек. Тек қана білім ала бергенде болмайды. Әрекет жасау керек. Жаңағыдай қимылдау керек. Сол направление бойынша қимылдау керек. Вот сол кезде сізде өте жақсы нәтиже болады. Өміріңіз дұрыс жаққа қарай өзгере бастайды. Мышление, көзқарас, орта деген ол қандай орта? Любой орта, мысалы үшін сіз кіммен айналысасыз? Қараңыз. Жан-жағыңызға. Класстастарыңыз жиналған кезде не әңгіме айтады? Немесе достарыңыз жиналған кезде не әңгіме айтады? Анау, мынау, политика, немесе бір өсек, аяң, анау үйтіпті, бүйтіпті. Керек емес, ол ортадан жайлап шыға беріңіз. Жақсы ортамен айналысыңыз. Мысалы үшін, бизнес туралы сөйлесетін, инвестиция, бала тәрбиесі, фитнес, денсаулық деген сияқты пайдасы бар нәрсемен сөйлесетін, ғылыми, вот сондай орта тауып алыңыз. Ол сіздің өзіңізге байланысты. Сіз қандай ортада жүрсеңіз, сіз ертең сондай боласыз өзіңіз. Әрекет ол тоқтаусыз болу керек. Мысалға, жалқау адам еш нәрсе жасамайтын адам емес. Жалқау адам жасайтын нәрсені бір максимально жасамайтын адам. Соны жалқау дейді. Мысалы үшін, бір нәрсені жасау керек болады, жүректегі ол максимально жасамайды да. Просто жаңағыдай істеп көрдім деген сияқты істеп көреді. Бірақ нәтиже болмайды. Неге? Максимально жасаған кезде жасамаса ол жалқау үшін. Максимально жасаған кезде ғана нәтиже болуы мүмкін. Да, қалай болып жатыр? Бір обратный связь беріп жіберіңіздер маған. Обратный связь.
Жақсы дейді, иә, дұрыс айтасыз, жалқау адам. Керемет дейді, басым жарылып жатыр дейді. Так, кеттік ары қарай. Бүгін эфирден не алдыңыздар? Тендер деген не екенін түсіндік. Тендердің болашағы туралы, тендердің ақша табудың 4 жолы туралы айттым. Одан кейін бар, тендерден кімдер жақсы ақша таба алады? Студенттер қалай ақша тауып жүр? Одан кейін бар, өмірін өзгерткен кісілер туралы айттық, иә. Енді осы тендер шығатын порталды бір қарап шығайық. Бір 10 минут, 15 минут, иә. Қандай тендерлер бар дәл қазір актуальны? Мысалы үшін, сіз строительный материал сататын болсаңыз, строительный материалдың тендерлері бар ма екен, жоқ па? Практика жүзінде көрейік. Қараңыздар, біз қазір госзакуп порталына кіріп тұрмыз. Бұл жерде қараңыздар, мына главный страница, осының ең астына түсіңіз, мына жерде сіздің ұтып тендеріңіздің осы жерде договоры тұрады, электронный договор. Ашып көресіз, мына договор и согласование. Мына жерде қазақша, орысша договор тұрады, мына қазақша и орысша. Ең астына түсесіз. На жерде реквизит жазылып тұр. Заказчик кім? Государственное коммунальное предприятие Көкшетау су арнасы дейді. Астына түсеміз. Мінекей сапоги, ботинки зимний теплые дейді. 160 бар, 13 мың теңгеден общий суммасы 2 миллион 132 мың теңге. 16 күннің ішінде жеткізу керек, және место поставки Көкшетау қаласы Уәлиханов 175А дейді. Осылай договор келеді сізге. Осыған қол қойып жібересіз, болды. Енді біз қалай тендер іздейміз? Рабочий кабинет, поиск объявления дейміз. Мен жаңа айттым ғой, барлығы электронды бұл жерде. Мына электронды екенін осылай көреміз. Осы жерде договорда, документтерде барлығы осы портал арқылы жүреді бұл жерде. Так, мына жерде электронный закупка, мына қараңыз, поиск объявления. Бұл фильтр. Мына жерде көп тендерлер бар қазір, көрдіңіз ба? Бірақ осының ішінен біз өзімізге керегін тауып алу үшін мына фильтрді қолданамыз. Запрос ценовое предложение, немесе открытый конкурс, аукцион, қандай тендердің түрі бар, мына осының барлығын қолданып тендерге қатысуға болады. Так, статусқа опубликован прием ценовых предложений, яғни дәл қазір заявка объявление шығып, заявка қабылданып жатқан тендерлерді іздеуге болады. Найти дейміз. Міне қазір 16200 объявление шықты. 16200 объявление. Место поставки. Мысалы үшін мына жерге қалаңыз жазсаңыз болады. Шымкент десеңіз, тек қана Шымкенттің тендерлер шығады. Ал Алматы десеңіз, тек қана Алматының тендерлер шығады. Бізде қазір барлық Қазақстан бойынша тендерлер шығып тұр. Овощи дейді, стул детский дейді, SM7 деген. Міне суммасын қараңыз, 175 мың, 400 мың, 3 миллион дейді, 120 мың, 3 миллион дейді, 4 миллион дейді, 22 мың теңге, 50 мың теңге, әр түрлі суммалар. 40 мың теңге, наклейка, ПВХ, услуга мобильного интернета дейді, медицинский кислород, служебный, приобретение служебный автомобиль, 8 миллион служебный машина аламыз дейді. Секундомер, лоток, песок дейді. Мінеке осындай өте көп деген мынандай тендерлер. Любой тендерге кіреміз, набор подарочный. 107 мың теңгеге қазір подарка алам дейді. Осы набор подарочный мінеке. 2678 теңгенің 40 штук алам дейді. Общеобразовательная школа 151 города Алматы. Так, товар дейді мінеке. Осындай тендерлер, доска учебный. Так, мына жерде қазір бір кісілер жазып жатыр. Так, сантехниканың тендері бар ма? Сантехниканың тендері керек па сізге? Мысалы үшін мына жерге сантехника деп жазасыз, мысалы үшін. Сантехника деп жазамыз. Сантехника деген тендер шықпады. Бірақ сместитель. Так, мінекей смеситель, сантехникаға дұрыс па? Міне смеситель, 100 мың теңгеге смеситель алам дейді. 3 адам заявка қалдырыпты, міне 3 адам қатысып жатыр. Бір күннен кейін бітеді. Уже бір күн қалған бітуге. Ашып қараймыз. Смеситель для моек двухрукояточный. Размер 180-130 мм. Взрослый дейді. 13 мың теңгеден 8 штук керек дейді. Ясли сад Жауқазын деген, Атырау облысында Жауқазын деген ясли садқа. Так, одан кейін тағы да біреу бар екен мына жерде. Тоже ясли сад Жауқазын. Заказчик мінекей.
смеситель для моек дейді, детский дейді. 9.000 теңгеден детский смеситель керек дейді, 4 дейді. Мінекей осындай тендерлер, достар. Так, практика жүзінде қазір мен сіздерге көрсеттім. Енді қараңыз, Қален мырза өзі таксист болып жұмыс жасайды. Ең бірінші тендері осы енді машина таксист болып жұмыс жасаған екен, машинасы бұзылады, сол машинасына запчасть аламын деп жүріп, сол машинаның запчастьтарын қанша тұратынын біліп алғанда, сондай тендерлерге шығып қалады ғой алдынан ше. Сондай тендерлерге қатысады. Мысалы үшін колодка, ремень деген сияқты нәрселер шығады, сондайдың тендерлеріне қатысады. Таксиде жасап жүріп 150 мың, 200 мың теңге табыс тауып жүрген, ал қазір 500 мың теңге табыс табады. Таксовать етеді, еще арасына жаңағыдай тендерлерге қатысады, автозапчастьтың тендерлеріне. Қазір уже бүгінгі күні уже 15 договор жапқан, уже 3,5 миллион теңге табысы бар. Садық мырза базарда біреудің қолында жұмыс жасайды, электроинструмент сатады. Сол электроинструмент сатушы ғой сол жерде, біледі ғой бағалар. Электроинструменттің тендерлеріне қатысып, бұл кісіде 500 мың теңге табысқа шыққан. Бұл кісіде Инстаграмда менде видео бар, қалай тендерін, ұтып алған тендерін қалай жауып атқаны, қалай пайда тапқаны туралы. Так, Жұмабай қызы Айгерім ханым, бұл кісі өте пысық кісі, жаңағыдай кәсіпкер, кез келген нәрсені жасайтын болса, бір табысқа жетпей қоймайды кәдімгідей ше, до конца барады. Осы тендерге де қатысқан кезде бұл кісі 7 миллионға дейін табыс тапқан бір айдың ішінде, бір 2-3 қана тендерден сондағысы. Так, Назгүл ханым өзі мұғалім болып жұмыс жасайды, бірақ азғантай суммадағы шамасы келетін тендерлерге қатысып 85 мың айлықтан 300 мың теңге табысқа шыққан. Так, Есболат мырза, бұл кісінің менде жазулар сақталып тұр. 2019-18 жылдары маған табыс таба алмай жатырмын, қалай істесем болады деген жазулар бар ше бұл кісінің. Сол кезде қиналып жүрген кезінен қазір 2 миллион, 3 миллиондық тендерлерге қатысады бұл кісі. Өмірі қалай өзгергенін көрсетті. Міне осы кісілер осылай ақша тауып жүр. Бұл кісілер сіздерде сияқты қарапайым кісі. Оның бір 2-4 көзі, немесе 4 аяғы, ондай жоқ. Немесе ол бір министрдің баласы, әкімнің баласы емес. Кәдімгі қарапайым ипысы бар, ипымен қатысып жүрген кісілер. Просто бұларға таңдау келгенде дұрыс таңдау жасаған. Кәдімгідей ақша табам деп келді ма, все болды, тапқан келіп. Просто айтқан нәрсені істеген. Басқа нәрсе емес. Өзі умныйланып, мен таба алмай жатырмын ғой, үйтіп жатырмын ғой, ондай емес. Ақша табуға келдім ба, айтқан істе болды, все. Болады ол. Айтқан істе меген екен болмайды да. Бұның барлығы не үшін жасап жатырмыз? Өйткені сіздердің өмірлеріңіз өзгеру үшін. Осы кісілер сияқты, Гүлжамал ханым сияқты, Багдам мырза сияқты, жаңағы кісілер сияқты, олардың да өмірлері өзгерді. Одан басқа, мысал үшін, тендерден бөлек, мысалға, Гүлжамал ханым айтыңызшы, тендерден бөлек, осы тендерден табыс тауып отырсыз ғой, дұрыс па? Тағы да нені үйрендіңіз? Мысал үшін, бұл жерде жаңағыдай ғой. Мен өзім тігіспен айналысып жүргеннен кейін тек тігісті білетін шығармын деп ойлаған едім. Сөйтсем, жоқ. Жаңағыдай трактордың запчастарын апаруға болады екен, отделениялардың жаңағыдай ковриктары бар, төсеніштер, паластар, сондай заттарды алып баруға болады екен. Жоқ, мысалға тендерге қатысып жүріп, мысал үшін, мен өзім бұрын мынандай нәрселер түсінбейтім да, документтер түсінбейтім ше. Накладной, счет фактура деген нәрсе, не десе, ол қандай телефон дейміз ғой, мысалы үшін, Мен сондай болғам, сіздерде болды ма сондай? Көрдіңіз бе, тендермен айналып жүрген адам сондай документтер түсініп алады. Налог, мысалы үшін, қанша налог төлеймін, пенсионка, оның бәрі қалай жүретінін түсініп алады да, адам. Табыс тауып жүресіз, параллельно сондай нәрсе түсінсе, уже көзіңіз ашыла бастайды уже. Практика жүзінде барлығын үйренуге болады. Дұрыс па? Бухгалтерде керек емес оған. Біреулер ойлайды, ойбай, ип ашқаннан кейін бухгалтер керек қой, өйту жоқ, керек па сізге? Керек. Бухгалтер керек емес. Анда-санда бір отчет тапсыратын кезде бір OLX-тен бір бухгалтер табасың, вот соған айтасың, болды, все. Отчетін тапсырып береді. Дұрыс па? Енді қараңыздар, көрші елдерге қарағанда бізде Қазақстанда малый средний бизнес ол өте төмен. Өте төмен дәрежеде. Мемлекет осыны көтере алмай өліп жатыр қазір. Көтере алмай жатыр ше. Сол үшін
тендерді жасап жатыр, сол үшін гранттар беріп жатыр, сол үшін 6%-дық үшін неше түрлі нәрселер жасап жатыр да, жеңіл өнеркәсіпті көтеру үшін барлығы. Түсінікті ғой, яғни кез келген ИП, қарапайым қазақ ИП ашып кәсіп жасау үшін мемлекет соның барлығын жасап жатыр. Істесінші, олардан налогты да алып тастады. Вообще ойбай, налог төлеткізбе оларға, қинамашы оларды дейді. Енді ИП ашып жұмыс жасап жатқан адамды қинама дейді. Өйткені аны тастап кетіп қалуы мүмкін ғой, әлсіз ғой ол. Түсіндіңіз ба? Ал анау профессиональныйлер бар ғой жаңа. ТОС бар, НДС, неге? Оларды жестко тексереді мемлекет. Неге? Өйткені олар профи да. Оңайлықпен берілмейді олар. Ақша табу неше түрлі жолдарын біледі олар ше. Анау енді ИП ашып жұмыс істеп жатқандарда көтере алмай жатыр да. Налогын алып таста дейді. Проверка жіберейін. Жоқ, жіберме проверка дейді. Пожарный, анау налог керек емес дейді. Вообще қинамаңдаршы дейді оларды. Вот сөйтіп көтеріліп алғаннан кейін барып сізді ертең сізде уже тәжірибе жинайсыз, опытный боласыз. Вот сол кезде барып сізде уже налог төлеткізеді, сөйтеді. Басқа мемлекеттерде ондай емес. Біздің мемлекетте өте жақсы қолдау көрсетеді. Ал тендерден басталса ол өте жеңіл болады. Тендерде өте көп деген тендерлер бар сондай. Мысалға, кез келген ремонттың жұмыстары болсын, жұмыстың жаңағыдай строительный жұмыстар болсын, кез келген ИП қатыса алатын болған. Даже лицензия да керек емес оған. Сол үшін біз онлайн, офлайн курстар жасаймыз. Онлайн, офлайн. Осы тендерге қатысудың жеңіл жолдарын көрсетеміз. Қатысу ол проблема емес, бірақ ұтып алғаннан кейінгі қиыншылықтарды біз жеңілдетеміз. Жеңілдетудің жолдарын көрсетеміз осы сабақта. Бұл курста мен 3 нәрсеге гарантия беремін. Бірінші, курстың барысында сіз тендер ұтып алып жабуыңызға, кәдімгі бір тендер ұтып алуыңызға. Ол жерде өз үй тапсырмалары болады. Сол үй тапсырмасын орындамасаңыз келесі этапқа өтпейсіз. Одан обязательно адам сол үй тапсырмасын бір нәтижемен шығады да. Одан кейін өзіңіз секілді кәдімгі постоянно тендерге қатысатын, өзіңіз секілді адамдармен айналысасыз, ізденуші адамдармен. Одан кейін жаңа кәсіп меңгеретініңізге. Мысалы үшін Гүлжамал ханым жаңа айтты, мен тек қана тігін тігіп жүретінмін, көйлек, халат, сондай ауылда бір келіншектің сондайын тігетін. Қазір, оказывается, одан да басқа движение бар екен ғой дейді. Басқа нәрсемен айналысуға болады екен ғой дейді. Документация жасауды біліп алған. Сондай. Бірақ берілген тапсырманы орындау керек. Вот сол кезде бізде гарантия болады. Бұл курстың аты қамшы деп аталады. Қамшы, кәдімгі қамшылаймыз. Бұл жерде арғы сіз нәтижеге жеткенше, жақсы емес пе қайта қамшылаған, нәтижеге жетесіз сатуға. Бонусқа біз Каспийдің курстарын береміз. Аружан ханым бар, өзі эксперт, Каспий маркетплейс арқылы табыс тауып жүрген кісі, кәдімгі посуда, киім-кешек сатып жүрген кісі, осы Каспийден қалай ақша табуға болатынын өзі айтып беретін болады. И қалай 1 миллион теңге тапқанын айтады. Айына орта есеппен 1 миллион заказ болады Каспий маркетплейсінде, Қазақстанда номер 1 маркетплейс. Қамшы курсынан қандай нәтиже аласыз? Мемлекеттік мекемелер, немесе ұлттық компаниялардың тендеріне өз күшіңізбен қатыса алатын боласыз, ешкімге жалынбайсыз, документацияны өзіңіз жасай беретін, кез келген тендерге өзіңіз қатыса беретін дәрежеге дейін жетесіз. Жұмыс және қызметтің тендерлері, работа, услуга, одан оларға қалай документация жасауды үйренесіз. Заводтарға тікелей шығып, тауар сатып алуды үйренесіз. Айына 1 миллион теңге табуды, сосын барып ақшасыз көп ақша табуды, яғни ақшаңыз жоқ па? Қалай онда көбірек ақша табуға болады? Мысалы үшін аз суммадан тендерден бастап, үлкен суммадағы тендерлерге қалай қатысамыз? Каспийден кем дегенде 500 мың теңге, сосын одан кейін барып жаңағыдай орта табасыз сол жерден. Кәдімгі өзіңіз сияқты ізденушілердің ортасын табасыз. Бұл курсқа біз гарантия береміз. Гарантия беретін болғаннан кейін кез келген адамды ала бермейміз. Тек қана бір Богдан мырза сияқты, Гүлжамал ханым сияқты ішінде бір жаңағыдай бір желаниясы бар, көзінде от бар, жанып тұрған ше, лап деп жанып тұрған. Бірдеңкені көрсе, сол жерден кәдімгі ақша таппай қоймайтын, желаниясы бар, ақша тапқысы келетін, бірдеңкеге қызығып көреміз да деген емес. Сондай кісілерді алғымыз келеді. Ертең осы кісілер сияқты мен көрсеткім келеді оларды. Сондықтан курсы сатып алдым, болды, 3 күннен кейін табыс табам деген нәрсе жоқ. Кәдімгі
сабақтарды орындап, кәдімгідей үй тапсырмасын орындап, одан кейін барып жаңағыдай еңбекпен ақша тапқысы келеді. Жылауықтар керек емес, жылай беретін кісілер бар, болмай жатыр, анау мұны жоқ, сұрағыңызды қойыңыз, алыңыз, істеңіз. Болды, все. Басқа нәрсе керек емес. Сол кезде результат өзі жайлап бола береді өзі. Сразу еш нәрсе болмайды, сразу ешкім миллионер болмайды. Одан кейін кәдімгі пақайт ету керек, жұмыс істеу керек бұл жерде, еңбек ету керек. Бір лохотрон емес бұл, жаңағыдай еш нәрсе істемей табасын, екі адам әкелсең миллион таба, ондай емес. Бұл жерде кәдімгідей ақша тапқаннан кейін адамдар ақша табады. Кәдімгі жаңағыдай ақша табуға келгеннен кейін тендерге қатысып жүрген кісілер ақша тауып отыр. Желаниясы бар кісілер. Кімдер қатыса алады? Айына 500 мың теңге табатындар, үйде отырған аналар, саудагерлер, кәсіпкерлер, табысын 2 есе көтергісі келетіндер, тендер маманы болып 1 миллион теңге тапқысы келетіндер, кәсіп бастағысы келетіндер, және жаңа орта іздеген кісілер. Осылардың барлығы осы курсқа қатыса алады. Бірақ жаңағыдай жылауық деген кісілерді алып тастаймыз. Миллионер болып кетем деген, оны керек емес. Бір кісі келген маған, курсты оқыды. Осы жерде отырған тапсырмаларды істеген жоқ. Bir күн келеді, bir күн келмейді. Сөйтеді енді курс бітіп жатыр ғой. Оның қасындағы кісілер уже 200 мың теңге, 100 мың теңге, 80 мың теңге, біреу 500 мың теңге табыс тауып жатса, бұл кісіде нәтиже болмай тұр ғой. Сол кезде айтады, ареке, бұдан да басқа бір супер курсыңыз бар ма дейді. Не бар деп. Соған, мынандай одан да қымбатын соған айтсам, сол ақшасын алсам болар еді, бірақ айттым, одан да еш нәрсе шықпайды ғой. Сен өзің істемей жатсың ғой еш нәрсе дедім бе? Ол жерде мен істеп бермеймін саған еш нәрсе. Просто өзің істеуің керек ол жерде де. Егер сен еш нәрсе істемейтін болсаң, супер емес, сен бір алтын жалатылған курс болса да, ол болмайды ол. Дейді да. Көрдіңіз ба? Адамдар осындай бір таблетка ішіп алғысы келеді да. Так, бағасы қанша? Курстың бағасы қанша? Курстың бағасын айтпай тұр, бірінші бізде басқа бір оқу орындарының бағасын айтайықшы. Мысалы үшін 4 жыл, 3 жыл, 7 жыл оқитын жоғары оқу орындары бар. Солардың адамдар соған қанша ақша төлейді, және ол университетті бітіргеннен кейін қанша ақша табады. Мысалы үшін GMP дейді. Алматыдағы қыздар университеті 2 миллион теңге жылдық құны, оқу құны. 200 мың, бұл курсты, бұл университет бітіргеннен 200 мың теңге табыс алады, средний. Магистратура оқыса, одан сәл көбірек табуы мүмкін, бірақ 200 мың теңге айлыққа шығу үшін бірінші 80 мың, 100 мыңнан бастайды. Примерно. И то ол педагогика бұл жерде, дұрыс па? Ол мектепке, немесе бір университетке кіру үшін ақша береді ол. Мұғалім болып кіру үшін 1 миллион теңге береді, кем дегенде. Сөйтіп, не үшін 1 миллион теңге береді? 200 мың теңге айлық алу үшін да. Түсіндіңіз ба? Мен айтатыным ақмақтық дейтінім ше. Дипломың, алған дипломың қызыл болса да, алтын болса да, салып тастаса да, орнында бір курс оқып қалды, содан тірліксіз еш дейтінім мен ше, мысалы. Сол сияқты басқа да университеттер сондай, мысалы. Бұл мен ойымнан шығарып атқан айлықтар, ойымнан шығарып атқан жаңағыдай оқудың ақшалары емес. Бұл кәдімгі статистика департаментінен алған баға. Ал біздің курсанттар қанша табады? Қараңыз. Мысалы үшін Жадыра ханым қос товарымен айналысады, 500 мың теңгеден ең бірінші 500 мың теңге табатын болған 2 миллион табыс тауып отыр. Одан кейін Богдан мырзаны қазір ғана көрдіңіздер. Қазір договорларын көрсетеміз. Мінекей. Так, Богдан мырза, мына жердегі Богдан мырза қазір қанша теңге тауып отырсыз, қандай тендерлерге қатысасыз? Жаңа спорт площадканы ұтып алдыңыз, көрдік оны. Қалай жапқандарыңызды, открытый жаңағыдай несін жасапсыздар бітіргеннен кейін. Одан кейін барып, енді қазірше қандай тендерлерге қатысып отырсыз? Қазіргі таңда біз мен мына спорт площадканы бітіргеннен кейін 2 миллион мен 5 миллионның арасында біраз тендерлерге қатыстым. Қазіргі таңда желтоқсан айында бәрін почти что барлық тендерлерді жауып, ақшаларын түсіріп алдық. Енді январ айынан бастап, Құдай қаласа, 2023-ке көптеген пландарымыз бар. Курс сатып алғаннан кейін сіз минусқа кірген жоқсыз, ешқандай кірген жоқ. Вот, міне минусқа кірген жоқсыз. Біріншіден пайдасы. Кез келген сұрақтарыңа жауап ала аласың, дұрыс па? Кез келген сұрақтарға. Документация бәрі білесің уже. Ана жерде тупой болып тұрмайсың да, дұрыс па?
Барлық жерден жаңағыдай таныстарың болады деген сияқты, дұрыс па? Орта пайда болады. Вообще пайда бар ғой, дұрыс па? Пайдасы өте көп бар екен. Вот, ана. Пайдасы өте көп. Курсқа келдік, курсты үйрендік. Бұл жерде тек қана біз тендерге қатысу жағын ғана үйреніп қойған жоқпыз. Екінші бағана өзіңіз айтқандай бухгалтерияны үйрендік біз. Простой пример, счет фактура жіберудің өзі мысалы өнер. Көп адам біле бермейді ол мәселені. Ол накладнойдан бөлек. Өткенде бір кісі келді, ол кісі менің курсантым емес екен. Просто келді да, осы жерге, офиске келді да. Мен 2020 жылы дейді, сіздің курсыңызды сатып алмай өлә қымбат қой деп кетіп қалғам дейді. Жынды ма осындай суммаға 120 мың теңгеге деп кетіп қалғам дейді, ашуланып. Сөйтіп одан кейін дейді 10 мың теңгелік, 20 мың теңгелік әркімнің бір жыбырлайларының сондай курстарын сатып алдым дейді жаңағы тендердің. Түсіндіңіз ба? 10 мың теңге, 20 мың теңге әркімдікін сатып алдым. Анау, енді новичоктар ма бірдеңке де, енді олар же 10 мың теңгелік курс не болады олар? Не курс деп ойлайсың мысалға да? Вот сондайлардың неше түрлі курстар сатып алдым дейді. Бірақ дейді, одан да көп ақша шығып кетті қазір дейді да. 120 мың теңгеден де артық ақша шығып кетті. 200-300 мың теңге шығып кеткен да уже. Әркімнен оқи беріп, бәрібір есептеп қарап қалса, ё-майо дейді да. Ол майда шүйдемен білінбеген да, түсіндіңіз ба? Негізі шынымен нормальный алу керек екен ғой, нормальный курс алу керек екен ғой, мен соған өкініп тұрмын дейді да. Бірақ істеп жатыр қазір. Аллаға шүкір істеп жатыр, бір-екі вопростармен келген екен. Так, міне Богдан мырзаны көрдік. Богдан мырзаның қазір біз порталдағы договорларын көрейік, жаңа айтып отқан договорларын қанша теңге тауып жатыр екен. Так, мінекей мынау Богдан мырзаның жеке кабинеті, өзінің тоғысының мына жерде договорлары бар. Договоры, мои договоры. Көрейік договорларын, мінекей мына жерде договорлар тұр. 1 миллион 523 мың 200 теңге. Победитель дейді, міне победитель. Департамент государственных доходов города Шымкент. Одан кейін мынау жаңа 38 миллион 690 мың 400 теңге дейді. Сумма с НДС-ім. Мінекей общеобразовательная средняя школа 94 дейді. Мына ашып көрейік. Договор и согласование. Қазақша және орысша договор тұр. Астында қараңыз. Спорт площадка 21 миллион, сосын 16 миллион дейді. Яғни 2 лот болған, сол екеуі де алған. Керемет, құтты болсын. Уже жауып ақшасын алып қойған еще. Мына жерде тағы да майда тендерлер бар екен, 1 360 мың теңге, 1 295 мың теңге дейді. Ең астына түсейік, ең бірінші осы жерде сабақтың үстінде өтіп алған договор мынау 142 мың 500 теңге дейді. Осы екен договор. Так, одан кейін мына орынбасар мырза тоже бізде 2018-де ма 2019 ең алғашқы курсанттардың бірі, бұл кісі де қосымша жұмыс ретінде тендермен айналысады, 4 миллион теңге табыс тапқан. Бекзат мырза 40 жаста, Түркістан қаласынан болады, автозапчастар сататын магазин бар өзінің. Майда шүйде автозапчастарға қатысып, вообще 40 миллионның тендерін ұтып алып, 10 миллион теңге пайда тапқан. Қайсар мырза тоже сабақтың үстінде бұл кісі уже 3-4 тендер ұтып алған, сол кезде сол 3-4 тендердің өзінен бір 200-300 мың теңге сабақтың үстіне ұтып алған. Так, егер сіз біздің курстан пайда таба алмайтын болсаңыз, бізде тендер партнер деген қызмет бар. Сол арқылы, мысалы, тендерден курстан пайда таба алмаймын деп ойласаңыз, қойшы мен қатыспай қойшы, уақытым болмайды десеңіз, бірақ ақшаңыз бар болса, бізде тендер партнер деген бар. Біздің командамен бірге бізде енді опытный адамдар жұмыс жасайды ғой. Сондай кісілердің ұтып алған тендерлер, сізде қанша ақша бар, сол ақшаға қарай олар тендерге қатысып ұтып алады. Үстінегі пайдасын бізбен бөлісесіз. Так, курстың қандай пакеттер бар? Қамшы старт, және қамшы стандарт, және қамшы VIP деген бар. Так, қамшы старт деген бұл тек қана онлайн, бұл жерге келмейді. Бізде Шымкенттегі офиске келмейді. Қамшы стандарт деген ол онлайнда, офлайнда бола береді, ал қамшы VIP тоже онлайнда, офлайнда бола береді. Бұл жерде 8 модуль болады, қамшы старт 8 модуль тек қана онлайн болған екен. Бұл жерде тек қана ценовой предложениеге қатысуды ғана үйреніңіз, одан кейін біз сізге жаңағыдай чатта көмектесіп отырамыз. Әркімнің өзінің личный кабинеті болады, сол жердің сабақтарды қарап отырып істей береді. Стандарт деген тоже
ол жерде де тоже, бірақ ол жерде ашық конкурс, аукцион, самұрық қазына, Каспий сондайдың сабақтары бар, маркеттің сабақтары бар. Барлығы осының ішінде, стандарттың ішінде. Бұл выгодно, чем анаған қарағанда. Түсінікті ме? Ал қамшы VIP деген тоже бұл жерде қамшы стандартқа кіретін сабақтың барлығы кіреді, бірақ бұл жерде мен жеке менімен жұмыс жасайды. Мен 3 ай бойы менімен жұмыс жасайды. Сол 3 айдың ішінде мен оның ақшасы, қолында бар ақшасын 2 есеге көбейтіп беремін. Және қалай көбейткенімді ол мен бөлсем, көрсетем қалай. Одан кейін ары қарай өзі жасап береді солай. Егер бұл жерде мен 3 айдың ішінде сіздің ақшаңызды көбейтіп бере алмасам, сіздің ақшаңыз қайтарып беріледі. Гарантия бұл жерде, түсінікті ме? Ешқандай сізге бір минус жоқ та. Жаңағыдай ақшамды жоғалтып алам, ойбай ондай болмаса ше деген ондай нәрсе жоқ. Егер нәтиже болмаса, ақшаңыз қайтарып аласыз, рахат. Түсінікті ме? Бағасы қанша? Бағасы 180 мың, 260 мың, одан кейін 700 мың теңге. Бұл қымбат па, арзан ба? Жазыңыздаршы мына жерге. Қазір мына жерде қанша тауып жатқанын көріп отырмық қой. Багдам мырзаның, Гүлжамал ханымның осындай табыс табатын болса, қымбат па, арзан ба? Қымбат дейді, я. Нормально дейді. Ё-моё, қымбат қой дейді. Я, конечно, қымбат. Бұл сізге, сіздің өміріңізді өзгертейін деп жатқан нәрсе ғой. Ары қарай бизнесмен болып кетуіңіз мүмкін, бір кәсіппен айналысып. Так, одан кейін негізі курстан тез нәтиже шығаратын кісілерде бір ортақ қасиет болады. Ол қандай қасиет? Олар тез, жылдам әрекет жасайды. Сразу. Ондай кісілерде сондай бір басынан сондай бір нәтиже не болады да, қасиет болады да. Мысалы үшін мен көп мына кісілер болсын, нәтиже көрсеткен адамдардың бәрінен сұраған кезде оларда сондай бір қасиет бар екен да. Қандай тезірек ойланатан тез выгодно көріп тұрма, пайдасын көріп тұрма, ақша табуға болатыны көзі жетіп тұрма, тендердің жаңағыдай болашағына көзі жетіп тұрма, все бол. Басқа не зерттейтін не бар? Тезірек қабылдайды, аны ойланып отырмайды да. Түсіндіңіз ба? Сол үшін курсқа сондай кісілерді алғым келеді. Олардан тез нәтиже шығады. Тез нәтиже шыққан екен, ол маған да жақсы. Ертең мақтанам. Біз олармен ертең мақтанатын боламыз да. Ол қандай кісілер? Қалай таңдап аламыз олар? Оларды таңдап алу үшін мен 50% жеңілдік жасаймын. Тек қана бүгінге 50% жеңілдік жасаймын. Содан кейін олар сразу жазылады. Вот соларды алып қаламыз. Ана ойланып, не істесем екен? Қазір ана 1xbet'ге ставка қойсам бекен, или на курс сатып алсам бекен деген сияқты адамдар болса, ойланып отыра берсін, ондай адамдар керек емес. Түсіндің ме? Тек қана бүгін әрекет жасап, бүгін жазылып қалғандарға 50% жеңілдік болады, еще олар ертең тез нәтиже көрсетеді, потому что тез шешім қабылдай алатын адамдар олар. 50% жеңілдік ол 90 мың теңге және 130 мың теңге болады, ал қамшы VIP-қа оған 50% жеңілдік жоқ, потому что бұл жерде гарантия бар. Егер сіздің ақшаңыз, қолыңыздағы ақшаңыз 2 есе, 3 есе көбеймесе, мен ақшаны қайтарып беремін. Түсіндіңіз ба? Кәдімгідей бұл жерде договормен жасалатын нәрсе да. Егер нәтиже жақсы болса, онда жақсы курстың ақшасын ақтап аласыз, ары қарай жұмыс жасауды үйренесіз еще. Получается, бұл сізге тегінге түсейін деп тұр. Самое главное, осындай рискке бара алатын, осындай қадам жасай алатын адам керек та. Енді кім курсты 2000 теңгемен бастағысы келеді? Кім 2000 теңгемен бастағысы келеді? Боламане 2000 теңге. 2000 теңгемен бастаудың несі бар? Мүмкіншілігі бар. Так, қараңыздар. 2000 теңгемен бастау үшін дәл қазір кім 2000 теңге предоплата салса, бір 5 адам предоплата салса, біз соған сол кісілерге курстың бағасын 12 айға бөліп төлеуге мүмкіншілік береміз. Өйткені 12 айға бөліп төлесе, ол бізден де тоже жаңағыдай комиссия бірдеңке ұстайды, сол үшін көп адамдарға бермейміз. Тек қана 5 адамға кім 2000 теңгеден предоплата берсе, вот соларға береміз. Түсінікті ме? 12 айға бөліп төлегенде қамшы старт 7,5 мың теңгеден түседі, қамшы стандарт 10 мың теңгеден түседі, ал VIP 29 мың теңгеден түседі айына. Потому что еще сіз бұны ертең жауап жасайсыз, бір-екі тендерді ұтып алып ше. Бұл копейк нәрсе да. 7 мың теңге, 10 мың теңге деген нәрсе әшейін бір не дейді андай бір болмайтын нәрселерге кетіп қалып жатыр, одан да білім алып келеді. Сіздің табысыңызды арттыратын заттарға жұмсаған жақсы оны. Так, кім бізбен бірге миллион табуға дайын? Кім дайын?
дайын болсаңыздар, мінекей мынау 12 айға бөліп төлеу үшін 2000 теңге предоплата Дарияның Каспийіне жіберсеңіз, чекті, немесе осы видеоның астында қазір чекті жіберем, немесе предоплата жасаймын деген 2 кнопка болады. Сол 2 кнопканы басасыз, чекті жіберетін болсаңыз, соны басасыз, немесе астындағы Дарияның Каспийін копировать етіп алып, сонымен 2000 теңге предоплата сразу жасап жүрсеңіз болады. Жасасаңыз, сразу чек жібере салыңыз. Немесе болды уже жасап қойдым десеңіз, оны сразу чек жібере салыңыз. Немесе тағы да консультация аламын дейтін болсаңыз, тоже нені басыңызда, кнопканы басыңызда, сол жерден қыздарға жазсаңыз, сізге консультация береді. Қалай, қандай сабақ, ол сабаққа қазір қатысуға бола ма, офлайн керек дейтін болсаңыз, пожалуйста, сол жерге жаза берсеңіз болады. Қазір мен бұны тағы да қайталап көрсетемін сіздерге. Кейбір адамдар курс қымбат деп ойлайды. Қазір мына жерде Банглеге бер жазып жатыр, ойбай, курстарын қымбат қой деп. Қымбат емес қой, мен білемін ғой, рыночный бағаны мен де білемін ғой, көріп жүрмін ғой. Қымбат деген нәрсе жоқ негізі. Просто ол сізде ақша болмаған кезде, ол сізге қымбат сияқты көрінеді. Орында ақша жоқ деп айта салу керек та. Ақша бар болса, онда жаңағыдай болмайды. Өйткені ол сізге миллион ақша алып қойып жатыр ғой адамдарға. Ол білімге жұмсалған ақша, ол ешқашан қымбат болып есептелмейді. Неге ата-аналардың барлығы балаларын частный школаға бергіш болып кеткен қазір? Өйткені біліп отыр, ол болашақта сондай жақсы нормальный адам болатынын біліп отыр да. Қымбат, сондай жақсы ортада өссе, баланың өмірі ертең сондай болатынын біліп отыр. Кедей адам мына затты алуға менде ақша жоқ деп айтады. Ал нормальный адам бұл затты алу үшін ақшаны қайдан алам деген ойланады уже. Ойланады. Содан кейін соның шешімін іздейді. Қайдан ақша алсам болады деп. Сондықтан немесе кейбіреулер уақытым жоқ дейді. Уақыт жоқ емес, уақыт барлығымызда бар. Уақытты просто дұрыс қолданбаған кезде біз соның уақыты жоқ деп ойлаймыз. Мына Аслан мырза тоже қымбат деген жоқ. Батиха мырза тоже қымбат деген жоқ. Алды, оқыды, істеді и ақша тапты. Қымбат па қазір осыларға, мысал үшін? Қымбат болған жоқ бұларға. Бұларға бәрі нормальный болды. Өйткені істеді ғой, табыс тапты. Наоборот, ол арзан дейді олар. Еще ары қарай сабақтарды, біздің сабақтар 1 жылға дейін болады. 1 жыл сіздерге поддержка жасаймыз, 1 жыл доступ болады. 1 жылдан кейін уже ары қарай адамдар созып алады сабақ. Неге? Нанын жеп жатыр ғой, пайдасын көріп жатыр ғой. Тағы да көргісі келеді ғой солай. Түсіндіңіз ба? Даже бұл кісілер сабақты ары қарай сол. Және қайталап айтайын, бізде үлкен бір миссия бар, ол жеңіл өнеркәсіпті, Қазақстанның жеңіл өнеркәсібін көтеру. 50% жеңілдікті сол үшін беріп жатырмыз біз. Тағы да қайталап, мына скриншот жасап алыңыз. Астындағы Дарияның карточкасына 2000 теңге предоплата жасасаңыз, уже сіз 12 айға бөліп төлеуіңізге болады. Немесе ертең сабақ басталғанда төлесеңіз болады. Жасап қойдым дейді біреулер. Молодец, Айгүл ханым красавчик. Ертең сабақта кездесеміз. Так, 5 адамға ғана тек қана 12 айға бөліп төлеуге. Мынау сабақтардың программасы. Скриншот жасап алыңыз. Бұл сізге керек болады ертең. Так, одан кейін қараңыздар, 12 айға банк одобрение бермесе ше дейді. Банк одобрение бермесе, получается, ақша жоқ қой. Банк одобрение бермей тұр 12 айға. Онда не істейсіз? Ақша жоқ деп отыра бересіз ба, қашан ақша болады деп? Әрекет жасаңыз. Қандай әрекет? Мысал үшін бірдеңке сатуға болады. Мен мысалға бір затымды сатып жүретінмін ше. Бүйтіп ойланып қарасам, гаражда бір летний шиналар жатыр екен да. Ол жазды кәсіп летний шиналарын қолдануға әлі біраз бар ғой. Соны сатып жүретінмін мен мысал үшін. Или зимний шинаны сатып жүретінмін. Или запаскым бірдеңке мысалы. Құры тұр ғой, сол сияқты тұрған заттар көп қой. Болашақта керек болуы мүмкін, бірақ қазір емес. Бірақ сіз дәл қазір, дәл момент. Немесе тағы да бір керек емес бір запчастар, немесе керек емес бір үйде тұрған зат мысалға. Ол исқа шығарыңыз да сатыңыз, немесе біреудің барып бірдеңкесін істеп беріңіз мысалға. Біреуге барыңыз, немесе мынандай нәрсені істеп берейін. Сол кезде сізге ақша береді. Получается, мұны осылай бір қарызға, кредитке ондай керек емес та, негізі одобрение бермесе солай жасаңыз. Бірақ біздің жеңілдік тек қана бүгін. Так, қараңыз, Алла тағала айтады, адамнан әрекет болса,
мен берекет беремін дейді. Сол үшін сіз әрекет жасамасаңыз еш нәрсе сізге келмейді өзінен өзі. Сол үшін бірінші әрекетіңізді жасаңыз. Одан кейін барып соның берекетін көресіз. Так, сұрақтарға жауап берейік. Баңелдегі сұрақтарға мен жауап беремін, ол ана жоғары жақта қалып кетті. Сол үшін қазірден бастап қайтадан қойыңыздар. Так, күйеуім евроремонт жасайды. Сондайға тендер табыла ма? Иә, конечно, табылады. Евроремонт жасайтын күйеуіңіз болса, значит, сізде үлкен бір мүмкіншілік бар. Мына ертең көктемнен бастап уже Қазақстанда қанша мектеп бар, соның барлығы текущий ремонт деген тендерлер шығарады. Ішін ақтау, краскілеу деген сияқты. Жылда кәдімгідей жаздың күні олар сондай тендерлер шығарады. Вот сондай тендерлерге қатыссаңыз болады. Күйеуіңізге көрсетіңіз сметасын, жаңағы несін, документациясын көрсетіңіз, есептеп береді, ол қанша теңге болады. Соның үстіне пайдасын қоясыз, ана қатысасыз. Так, сіздер ақша бересіздер ма? Біз қазір, біз бұрын бергенбіз, одан кейін біраз уақыт тоқтатып қойдық, қазір тоже береміз. Мысалы, бірінші сізде опыт болу керек. Бірінші азғантай шумарақ тендерлерге қатысып, қалай жаптыңыз, қанша тендер жаптыңыз, соны көрсетесіз. Одан кейін барып, бірінші аз суммадағы тендерге береміз. Одан кейін барып сізге жаңағыдай үлкен суммадағы тендерлерге қарастырамыз, Құдай қаласа. Так. Черный списокке кіріп кетсеңіз. Черный списокке кіріп кетсе ничего страшного. Қайтадан басқа ИП ашып, басқа ТО ашып жұмыс істей берсеңіз болады. Черный список деген ол қорқыныш нәрсе емес, просто госзакупке қатыса алмайсыз болды. Сол ИП-мен. Басқа ИП ашып алсаңыз қатысуға болады. Так, самұрық-қазынаның сабағы осы қамшы статтың ішінде бар. Соның ішінде де қамшы жаңағы самұрық-қазынаның тендерлері бар. Ол жерде өте үлкен және пайдасы өте жақсы тендерлер бар. Сіздердің адрестерін. Біздің адресіміз Шымкентте Қонаев 59 бизнес-центр Астана. Сол жерге келсеңіз, біз сол жерде сабақ өтеміз. Басқа қаладан офлайн сабақ бола алмайды. Басқа қаладан офлайн сабақ біз қазір Алматыдан қарастырып жатырмыз. Егер Алматыдан кем дегенде 10 адам жаңағыдай сабаққа жиналса, біз сол жаққа барамыз. ИП ашқан жақсы ма, ТО ашқан? ИП ашқан жақсы ма, ТО ашқан жақсы ма дейсіз ба? Екеуі, егер сізде қазір қайсысы бар, сонымен жұмыс жасасаңыз болады. Егер еш нәрсе жоқ, бірақ нені ашам десеңіз, онда бірінші ИП ашып жұмыс істей беріңіз. ИП-ға көп деген жаңағыдай қолдаулар көрсетіледі негізі. Оңай болады. Түсінесіз ба? Ал егер мен болашақта бір үлкен бір фирма ашқым келеді, болашақта мен осының жемісін жегім келеді дейтін болсаңыз, оны ТО-мен қазірден бастап ТО ашып сонымен жұмыс жасаңыз. Так. Документациясы қиын емес. Документациясы 1-2 тендер жабыңыз, болды, одан кейін документация оп-оңай болады. Бірінші, екінші тендерде сәл қиындау болуы мүмкін, бірақ егер сабаққа, курсқа қатысатын болсаңыз, ол сізге жеңіл болады. Және еще документтің барлығы образцтерін біз беретін боламыз. ИП-ТО ашқан қайсысы жақсы, жауап бердім. Так, Ақтауға келмейсіз бе? Зачем Ақтауға барып? Не бар Ақтауда? Қазір пока не жоқ, план жоқ ояқа. Алматыға баруға болады. Из одного источника қазір жоқ па? Қазір из одного источника деген жоқ. Из одного источника 1-2 түрі ғана бар, ол бірақ жаңағыдай бұрынғыдай емес. Бұрынғыдай из одного источника жоқ қазір. Так, жаңа сұрақтарды қайтып қойып жатыр. Кеттік, ары қарай мынау қайтадан естеріңізге саламын. Скриншот жасамаған болсаңыздар, жасап алыңыздар. 50% жеңілдік тек қана бүгін сағат 12-ге дейін. Одан кейін уже жеңілдік жоқ. Өйткені жеңілдік маған жасамаған жақсы емес па қайта. Жеңілдік жасасам, жаңағыдай маған ақша аз түседі. Жаңағыдай менеджерге беруім керек, банкке беруім керек, вот сондай налог төлеуіміз керек. Сол үшін маған жеңілдік болмаған жақсы. Сол үшін жеңілдік тек қана бүгін ғана. Мынау реквизитке 2000 теңге, хотя бы 2000 теңге предоплата салсаңыз, сіздің орныңызды брондап, ертең сізге орын алып қояды. Содан кейін ары қарай дальнейший не істеу керек екенін сізге қыздардың барлығы түсіндіріп айтатын болады. Эфир соңында мен бонус беремін деп айтқан болатынмын. Оны бонусты алу үшін
Арслан Қамбаров деген Instagram парақшаға кіріңіз, сол жерге тіркеліп, дайректке маған бонус деп жазсаңыз, мен сізге сол жерден жіберетін боламын бонусты. Тендерді 3 күнде бастаудың алғашқы этаптарын жіберетін боламын. Қалай тендерді тез бастап кетуге болады. Бірақ сіз курсқа қатысатын болсаңыз, курс сатып алып жатқан болсаңыз, ол керек емес сізге. Оны 3 күн емес, одан да тез, ертең курс басталған кезде, одан да тез уақытта істеп кетесіз. Так, болыпты, рахмет сіздерге. Қатысқандарыңызға, прямой эфирді аяғына дейін қарап, телефондарыңызды беззвукқа қойып, ешкім мазаламайтын жерге барып, отырып, бізді тыңдағандарыңызға, өзіңіздің өміріңізді өзгертем деген бір қадам жасағаныңызға сізге көп рахмет. Оның нәтижесін көресіз, Құдай қаласа. Сол үшін барлықтарыңыз мына жерде жазылды, мен курсқа тіркелдім деп жатқандармен Құдай қаласа сабақта кездесеміз. Сіздер де мынау Богдан мырза мен Гүлжамал ханым сияқты Құдай қаласа сіздердің де табыстарыңыз артады деген үміттеміз. Сол үшін көп рахмет, сау болыңыздар.